қазіргі басшылар ойлану керек. Ертең мен осыны істесем, ана кімнің Назарбаевтың қылығын істесем, менің де артынан осылай болады деген. Ешкім жәрдемдескен жоқ. Ринат Зайытов мырза сізге жел беріп жүрген жоқ бұл сөзде? Ешкімге керегі жоқ ертең. Атауын сияқты, Ағаділ сияқты өлтіре салады, сен түрмеге қамай салады. Елімізде қанша чуму бар деп ойлайсыз? Соның бір митингісіне шықтым. Соның кеселінен бүкіл бизнестен айырылып, мен 4 жыл Қытайда жүруге мәжбүр болдым. Жаңағы Ғалымжан түрмеге отырды. Мемлекетіміздің даму үшін қандай пайдамызды тигізіп жатырмын деп ойлайсыз? Ештеңе ойламаймын, не ойлаймын? Қайырлы күн, армысыздар құрметті біздің арнамыздың көрермендері. Бүгінгі сұхбатымыздың кезекті саны келіп жетті. Қонағымызда Ахметбек Нұрсила ағайымыз, бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің негізін қалаушы, кәсіпкер, меценат, қоғам белсендісі. Қош келдіңіз ағай, аман есенсіз бе? Жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы, рахмет. Ағай, кеше стористен көріп жатырмыз, аяғыңызды сәл жарақаттап алыпсыз. Жай күйіңіз қалай? Жақсы. Алғашқы сұрағым болсын ағай. 15-16 жылдардан бері сіз таңғы сабақтар, жаңағы кәсіп ашу бойынша, бизнес ашу бойынша, маркетинг жүргізу, сату өнері, таргетинг сияқты осы заманауи диджитал дейміз ғой бүгінгі тілде. Сол құралдарды үйретіп келе жатсыз. Тегіні бар, ақылысы бар, неше түрлі былайша айтқанда бизнестің қыр-сырын түсіндіріп, халыққа паш етіп жүрген жайыңыз бар. Енді қолыңыздан қанша шәкірт өтті? Сабақтарыңызға қатысып қаншама кісілер жаңағы бизнестің иесі болып, бір кәсіп ашып, өздерін дөңгелетіп, өз бастарын өз алып жүр ғой. Мұндағы мақсатыңыз қандай жалпы? Мен мақсат жиған, терген білімді, тәжірибені халықпен бөлісу болды. Сол ең басында менде содан бұл YouTube'пен қалай басталды дегенде, мен Келли Магонигал деген бір Стэнфорд университетінің профессоры, нейробиолог, сила воли деген адамның ерік жігерін қалай шыңдауға болады. Яғни адамда ерік жігер деген нәрсе бар ғой, сила воли. Мысалы, ерік жігер үш ақ нәрсемен айтылады негізі. Істеймін деген ерік жігер мықты адам істеймін деген нәрсесін істейді. Мысалы, таңертең ерте тұрам, болмаса бір тіл үйренем, спортпен айналысам, тағы немен білім алам, мынаны оқимын деген, істеймін деген нәрсе істейді. Істемеймін деген нәрсесін істемейді. Не істемеймін, ашуланбаймын, ренжімеймін, уайымдамаймын, тәтті жемеймін, әлеуметтік желіге уақытымды құртпаймын деген сияқты бас тарта алады. Және үшіншісі қалаймын, мен осындай болғанды қалаймын дейді. Одан айнымайды алған бетінен. Осы үшеу мықты адам, осы үш күшті жетілген адамды ерік жігер мықты дейді. Ол жайлы енді философия, психология көп оқимыз, бірақ нақты бұны техникаларын, тәсілдерін көрсететін тек қана ғалымдар ғой, мидың зерттейді. Соны оқып, өзім біраз тәжірибе өзімнің біраз кемшіліктерінен құтылғаннан кейін, сол таңертең ерте тұрып алып, таңғы сабақтарды бастаған. Басында YouTube'қа шығып, 500 адам, 1000 адам көргенде мен қуанатым, 1000 адам көрді. Артынан қарасам 2000, 5000 адамға дейін көрген. Соны жарты жылдай тегін жай ғана жүргіздім, көптеген адамдардың алғысын алдым. Темекі қойып кеткендер, тәттіден құтылғандар, ұйқыдан құтылғандар адамдар болды. Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдарын және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Соңын ары қарай бұны кәсіби түрде бір жылдан кейін мамандарды қойып бизнес бастау жүргізе бастадық. Соңын кейін бизнес бастау. Осылай тегін сабақтарымды көрген адамдардың санын WhatsApp чаттарға тарады ғой сіздің аспартам деген видеоларыңыз өте бір сондай бір кең таралды. Соңын YouTube'дан өте көп сабақтар түсірдім. Мысалы Асқан Тұлға деген мен бір тегін 75 күндік марафон өткіздім. Бір басында 15 мыңдай адам келіп қатысқан, бірақ аяғына дейін соның 3-тен 1 ғана 4-5 мың ғана жетті деп ойлаймын. 75 күн бойы өткіздім. Өте көп адамдар былай да тарады. Соң кейін менің Кемел деген тұлғам дегендерді өткіздім. Былай да мастер-класстар өткізіп жүрдім. Ал енді бизнес бастаудың 60 күн аламан курсында 30 мыңнан астам
бір 33 мың ғой деймін адам оқып шықты. Әр ағымда мыңнан жауап. Мөлшермен сол басында 200-300 болды, одан кейін 500 болды, одан кейін 1000, 1000-1500 дейін адам оқыған кезі болды. 50 ағым өткіздік, содан 30 мыңнан астам, 33 мыңдай мөлшермен адамдар оқып шықты. Өндіріс саласында, қызмет саласында, және де сауда саласында солар жұмыс істеп жүр. Түсінікті. Кейбір кісілер осы бизнес тренерлердің жаңағы бизнес тренинг өткізіп жүргендер ол өздері үшін оңай табыс деген сияқты көзқарас бар. Сіз үшін ол оңай табыс емес пе? Енді неге өзіңіздің кәсібіңізді жүргізіп жаңағындай деген сияқты сұрақтар туындайды адамдарда. Өзің кәсібін жүргізе бермей ма, неге не керек оған тренинг бас ауру адамдарға үйретіп ақыл айтып деген сияқты. Инфо-цыгандар деп айтады ғой. Ауа сатып жүр, ақыл сатып жүр дейді. Енді екі бөліп қарайық. Біреуі мысалы ауа сатып жүр, ақыл сатып жүр дегенде сен дәрігерге барасың. Бір 10 минут, 15 минут қарайды. Ол саған ештеңе бермейді. Мысалы тамақ бермейді, киім бермейді, дәрі бермейді, ол саған тек қана кеңесін береді. Мынаны іш, мынаны ішпе, мынаны істе деп. Болмаса сен тіл үйренгің келеді, ағылшын тілін үйренесің, ол саған ештеңе бермейді, ол өзінің жинаған тәжірибенің ақылын сатады. Болмаса сен спорт залға, мысалы бокспен айналасың ба, шаңғы тебесің ба, барып ақшасын төлейсің, ол саған ақылын сатады. Бизнес тренер дәл сол сияқты. Ол да өзінің білген жинаған тәжірибесінің ақылын айтады. Арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Шаңғы тебетін тренер ма, дәрігер ма, мұғалім ба, айырмасы жоқ. Сондықтан мен неге сен ақыл сатасың, неге тегін бермейсің деп айтатын адамдарға таңғаламын. Онда сен дәрігерге де, кез келген мұғалімге, кез келген басқа бір тренерге айтуың керек. Сен маған ештеңе беріп жатқан жоқсың ғой, нан беріп жатқан жоқсың, тегін неге айтпайсың деген. Онсыз да пәлен тегін сабақтардың тұр дейсіз ғой. Жоқ, жалпы кез келген адамның еңбегі бағалану керек, төлену керек. Өйткені ол ауамен демалып, ауаның үстіне кимейді ғой. Ауамен тамақтанбайды. Сондықтан ол да кәдімгідей еңбек. Соң кейін неге өз кәсібіңмен айналысып, өзіңдегі ақша таппайсың дегенде, маған соны осыдан бір жылдай бұрын Қанат Тілеухан деген азамат бар ғой. Абай жайлы фильмдер түсірген, документаль. Сол кісімен сол азамат бір рет кездесіп, тамақ ішіп сөйлескенбіз. Кейін тағы бір әңгіме болғанда айтты, аға сіз сол қымыз өндіріп жүрсіз, термопанель өндіріп жүрсіз, сонымен айналыса бергеніңіз дұрыс еді осы. Мына бизнес тренинг, одан кейін психология сабақтарын өткізген кезде көп жаман сөз естисіз, бұл жерде дау-дамай, талас-тартыс көп, артыңызда сөз өреді дейді да. Анаумен неге айналыса бермейсіз? Көп ақша келеді ғой. Не керек бас ауру деген сұрақ қой сол. Иә. Сонда өзі айттым, сен Абай танушысың ғой. Абайды жайлы документальный фильм жасың. Абайдың бірінші сөзін есіңе түсірші. Абай айтады, аз ба көп па біраз жасқа келдік дейді. Осы жасқа алысып, жұлысып, біраз уақытымыз өткізіппіз. Енді қалған өмірімізді қалай өткіземіз деп ойландым дейді. Мал бағу ма дейді. Тірісінде өзің қызығын көре алмайтын, кейін өзіңнен кейінгі қалған ұры залым тілемсектің азығын бағып берем деп қалған өмірімді қорғылар жайым жоқ дейді. Мен де балаларым өсті, үйкөл неменем бар. Мысалы да ол миллион, 100 миллион, миллиард тапсаң да оны көзің тірісінде ішіп жеп тауыса алмайсың ғой. Өзінен кейін қалған біреуге азығын тауып берем деп не істейсің? Оны уақытымды қорғалатын жайым жоқ дейді. Ал енді ана дүниеге алып кетейін десең, оған жеткізіп беретін ондай қызмет түрі жоқ екен. Гуглдан телсең шықпайды дейді. Шықпайды. Ана дүниеге маған бір дүнием бар еді, алып бар еді. Алтыным ба, жинаған басқа нәрсе. Сондықтан айттым, енді бала бағу ма дейді, бала бағуды қалай білмеймін дейді да. Сөйтіп ғылым бағу ма, оны деп айтып келеді ең соңында жинаған білген тәжірибемді, білімімді ақ қағаз қара сиырмен жаздым, алған адам алар, керегі менікі деп. Алмаса өз сөзім өзімдікі дейді. Менікі мөлшермен тура сондай. Жиған терген білімімді халыққа пайдасы тиетін болса айтам, алған халық алады. Мысалы, сол келген адамдар, мысалы 30 мың астам оқыды, соның бірде біреуі менің бетіме қарап, әй Ахметбек, мен сол жерде ақшамды босқа төлеппін, босқа келдім деп бірде біреу айта алмайды. Ал келмеген, көрмеген адамдар сөйтіп ойлайды, бұл неменеге барады екен, не оқиды екен деп. Мысалы мені жақында Шымкентке шақырды, үлкен Каспий Групп деген компания. 4 заводы бар. Бір заводының өзі жылына 10 шақты миллиард теңгеге бір завод өнім өндіреді. Солар айтады, аға сізді жарты жыл іздедік дейді. Енді Инстаграмда жауап бермейсіз, балам тауып алып мені. Мына мапта оқыған.
біреудің баласы менің баламмен оқыпты, сол арқылы талап ат түйеде қалап, таңертең билетімді әперіп, күндіз күні бойы солардың бүкіл... Сіздің ақылыңыз керек болып тұр ғой. Иә, күндіз күні бойы, мысалы, үлкен 4 завод, акционерлер бар, топ менеджменті, соларға мен түске дейін басшыларға кеңес бердім. Түстен кейін бүкіл коллективіне. Кешке қайтарып жібердім. Қомақты ақшаны қалтама салдым. Кеше ғана мен түнде таңға жоқ ұшып келдім. Астанаға менен Қуаныш деген азамат кілем бизнесімен айналысып жүрген, сол бизнесін сатты 82 миллион теңгеге. Содан кейін былай қарағанда 10 шақты жыл кәсіппен айналысып жүр. Ақымақ емес, енді ол көп емес, аз емес, бірақ біреу үшін көп, біреу үшін аз, енді 80 миллион теңге. Оңай ақша емес қой. Далада жатпайды. Оны тапқан адамды ақымақ деп ешкім айта алмаушы еді. Иә. Сол келді маған осыдан бір жарты жыл бұрын, аға мен бір кәсіп бастайын деп едім, жаңа искусственный мрамор. Соны сізбен бастасам маған ментор болыңызшы деп. Одан бұрын мен ол азаматты өте табанды, мәдениетті жігіт етін танисың, жарайды деп келісім бердім. Сол маған қомақты ақша айтты, осынша төлейін, мен айтым, жарайды. Енді соған барып кеше кеңес берген. Ол да билетімді алып, таңертең барып, кешке қайтым, өте бір маңызды мәселе болды, өйткені телефонмен көріскеннің айтқаннан бір рет барып қайту керек болды. Жақсы. Ал енді кедейдің күні кіжуінім өтеді дейді. Ақшасы жоқ адамдар айтады, ақымақсың ба? Мысалы, аналар 4 заводы бар адам, ақымақсың ба? Мына Ахметбек шақырып жатқан. Кеше Талғат Сахан деген, мысалы, компаниясы $100 миллион тұр. Кюфо тұлпар. Ана күні стратегиялық сессия жасады, бүкіл басшылар жиналды. Соған шақырып мені сол жерге спикер болып ақыл кеңесімді тыңдауға шақырды. Жақсы ағай. Шәкірттеріңізге келеміз ағай. Келесі сұрағым болсын ағай. Ахметбек Нұрсұланның өміріндегі мақсаты қандай жалпы? Енді мақсатым... Сіз өз миссияңызды орындау үшін қандай тәуекелге баруға дайынсыз? Енді қазіргі кезде бір тәуекел деген сөз бір қауіп қой. Қауіп қатерге айтасың. Әшейін көшеге шығып көлік айту тәуекел емес қой, басқа бірдеңке айту. Сондай үлкен тәуекелге бара қоятындай мен дәл қазір қауіп көріп тұрған жоқ. Мен қанша уақытым бар, Алла қанша ғұмыр береді, соны барыңды нәріңді тірлікте бергейсің дейді. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің. Шәкәрімнің айтатыны бір ауыз сөзбен жеткізуге болады да. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да өнермен білім үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тол. Мақтанға салынба, мәнсәптің тағышын. Нәпсіңе билетпе, басыңның бағышын. Өміріңді сарып қыл өлгеніңше. Жобатап, жол көрсет, келешек қамышын. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің дейді. Барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің дейді. Бүкіл білмеймін, кез келген саналы адамның қалай өмір сүру керек екені осы Шәкәрімнің осы 4 шумақ, 5 шумақ өлеңінде тұр. Барлық түсінікті болады дейсіз. Иә. Ахметбек мырза, бүгінде кәсіпкерлік ортаға түсе қалсақ, я бір дастархандас бола қалсақ, неден бастадыңдар жігіттер, қалай болып жатыр, бизнесті қалай үйрендіңдер, қайдан үйрендіңдер десек, 5 адамның 3-4-еуі Ақайда оқығам, Ахметбек ағайда оқығам, ана Ахметбек дейтін кісі бар ғой, содан оқығам деп айтады. ББ-да оқығам дейді біреулер. Бұның сыры неде жалпы? Неліктен сіздің сабақтарыңыздан осындай шәкірттер көп ризашылығын білдіріп жатады да? Әлде сіз бір жұрт білмейтін бірдеңені білесіз бе? Ол құпиясы қарапайым. Алғаш бастаған кезде бізде мысалы 50 адамға 30 адам бастадық. Соның кейін кейбіреуін 1-2 аптадан кейін беті қайтып қалады, жалқауланады, желі шыға бастайды былайша айтқанда. Соң кейін мен өзім командамда аз-ақ адам болды, Бауыржан, тағы 3-4 адам. Сол кезде мен айтқам, мен 100% нәтижеге жеткізуіміз керек. Келді ма мысалы, басында 50 мың теңге кетіп келеді. Сол 50 мың теңгесін тым құрмағанда тауып кету керек. Ақшасын салды, қайтарып алды. 100%. Сонда бәрі айтатын, олай мүмкін емес. Негізгі әр мектепте, әр сынып класста бір 2-3 оқу үздігі болады, 4-5 5-10% болады. 5-10 деме дейді ғой, белсенді ударник болады, қалғандыр 3 Сол сияқты кез келген бизнес курста соңына дейін 10% жетеді, 5% бастайды, 30% жетеді, соңына дейін деп айтты. Мен айттым, мен оған келіспеймін. Олай болса мен істемеймін, өйткені ол ұят адамның ақшасын алғаннан кейін сен оған рахмет деген сөзін естуің керек.
әуелі ризашылығын емес, оны таң қалу керек. Мені күткенім мынандай еді, мені күткенімнен 2 есе болды деп. Сол мақсат қойылды басында. Содан кейін біз оны түрлі себеп тәсілдермен, мысалы біз аузынан серп беріп аламыз, соңына дейін жетем. Егер шығып кететін болсам, мен баяғы қол қойдырасыз қол қойып жоқ, видеоға түсіріп тұр бірінші күні. Енді мен психологияны, нейробиологияны жақсы меңгердім. Тони Роббинсқа бардым, Диспензаға бардым. Сол кезде адамның эмоциясын көтеруді үйрендім. Бірінші, екінші күні 12 сағаттан эмоциясын көтереміз. Бәрі керемет, жеңіл, миллионер боласың деп, бұл бизнес оңай нәрсе деп, әбден былайша айтқанда үрлейміз. Сол кезде тілінен неме алып аламыз. Тілінен ұстап аласың дейді. Қуанып тұрған кезде уәде береді де, айтады ғой, тілінен ұстап аласың. Болды, мынаны істеймін, істемесем мен қатын болғаным. Бұны істемесем мен опасыз болғаным. Бұны істемесем мен 60 күн аламанға тұлпармын деп келген есек болғаным деген. Істемесем, желім шығып қалса, қашып кетсем деген немен алып аласың тілінен. Соң кейін 10 басыны, 100 басыны сайлайсың, соң кейін анау қыр соңынан қалмайды. Анау жалқаулана бастағанда мына уәдесін жібереді, соң кейін әлеуметтік желіге шығарамыз. Соң кейін мысалы 2000 адамның арасында сені сахнаға шығарады суретіңді. Сен атың кім еді? Ерасыл 60 күн аламанға тұлпармын деп келген есек екен дейді да. Есектің денесі сенің басыңды қойып қояды. Сол 1-2 адамды сөйткеннен кейін басқалар көреді. Артын қысады. Қысқасы артындағы көпір жағып жібереміз. Соң кейін орыстар айтады ғой, не знаешь, научим, не хочешь заставим деп. Білмесең үйретеміз, істемесең мәжбүрлейміз. Соң кейін артынан алғысын айтады. Мектепте өте қатал мұғалімдерге алғысын айтып жатады ғой. Соң кейін мен тағы да басқа бір тренингке өткен жол. Мысалы Талғат Сақаев харекет өткізіп жатыр. Мені спикер қылып шақырды. Онда кәсіпкерлер 50-60 миллион оборот жасап жүрген, мысалы айына 10 шақты миллион ақша тауып жүрген бәрі кәсіпкерлер, 90%. Соң кейін оларды қыспақ қалдым келгеннен кейін. Менің өзі маған ол миллиард тауып жүр ма, 100 миллиард тауып жүр ма, мені қызықтырмайды. Мен келдім ба, ол менің айтқанымды орындау керек тренер ретінде. Ол бәрін білу мүмкін емес. Содан кейін мынандай жағдай болды мысалы. Үлкен адамдар арасында 60-дағы 50-дегі кісілер бар, мықты кәсіпкерлер бар. Сол айтым, кешіп келсеңдер, мен кіргізбеймін деп. Тәжірибе бар дейсіз ба біразын? Тәжірибе бар, енді корона бар басында. Тәжірибе бар. Мен айтым, келсеңдер кіргізбеймін деген бірінші. Содан кейін үшінші менің тренингіме мен түстен кейін келдім, мен өзім 5 минут бұрын келемін, кешіге қоймаймын. Ешқашан кешікпей отырсам, әкем сөйтіп тәрбиелеген. Соң қарасам, залда 30 адамның бір жартысынан аз отыр. 10 адам отыр. Соң кейін WhatsApp-қа ортақ чаттар, сол жерде отырған ұйымдастырушы жазып жібердім. Қалғандар келмей-ақ қойсын деп. Келсе түрегеп тұрады деп. Соң кейін 5 минут өтті, 10 минут өткеннен кейін ақырын қалғандар жиналды. Мектепте айтты, былайша айтқанда блатной дейді ғой. Енді олай емес, олар үйреніп қалған енді. 15 минут кешігу, ол ештеңке тұрған жоқ деген сияқты. Соң жігіттерге айттым, менің шартым осындай, мен сендердің аяқтарыңа сүртетін бір шүпірек емеспін, шылғау емеспін аяқ сүртетін. Соттан ол құрмет осыдан басталады. Ол бір, екіншісі кәсіпкердің ең бірінші қасиеті ол тәртіп. Мысалы, клиент айтты ма, клиенттің уақытында жеткізіп беруің керек, затын ба, оның алғысын алуың керек. 1 минут кешігудің өзі ол дұрыс емес. Сондықтан сен өзің тәртіпке бағынбасаң, сен өзіңнің қызметкерлерінен тәртіп талап ете алмайсың. Сондықтан айттым, енді сендерге реніш жоқ, маған егер сіздер айтсаңыздар, мен бүйтіп, онда мынандай немелер бар, мысалы, тәсілдері. Ахметбек аға, ол тәртіп сен үйіңе барып жаса, не өз компанияңа барып жаса. Біз сенің бағынышты адамдарың емеспіз. Бара бер десеңдер, мен затым жинаймын да, жігіттер рахмет деп кете бер. Егер жоқ аға, сіздің талабыңызды орындаймын десеңдер, онда түрегеп тұрасыздар, мен де түрегеп тұрам. Ары қарай сабақ жалғастырамыз. Бәрі иә деп келісті, түрегеп тұрды, 3 сағатта 4 сағат. Үлкен азаматтар. Бұл енді аяқ арқылы, кейде бас арқылы үйретесің, кейде аяқ арқылы үйретесің адамдар. 3 сағат 4 сағат тұру бір жағынан ұят, жас бала сияқты тұрғызып қойған. Екіншісі аяғың талады, соң кейін екінші жол сен кешікпеуге тырысасың кез келген жерге. Кешігетін болсаң, ана нәрсе есіңде тұрады. Есіңде тұрады, сондықтан айтты, аға мәжбүрлеп керек жоқ. Алатын адам алады, алмайтын адамды ұрып, соғып істете алмайсың деген сол жерде көзқарас бар екен. Мен айттым, дұрыс емес. Адамның ақшасын алдың ба, ол істеу керек. Істей алмаса мәжбүрлеу керек. Өздігінен 100 адамның 5-еуі жасайды. Ерік жігері мықты. Ерік жігері мықты. Қалған 95%-ын мәжбүрлеу керек. Түсінікті.
Кезінде сіз кәсіп бастаған кезде жаңа тоң цехы дедіңіз, жаңа жиһаз фабрикаңыз болды, тағы да бір үлкен кәсіпорындарыңыз болды. Соларда ашу сәтінде, бизнес бастаған сәтте сізге кім жәрдемдесті? Ешкім жәрдемдескен жоқ. Жалпы кәсіпкерге біреу жәрдемдессе, ол түбі кәсіпкер бола алмайды. Мысалы сен кәсіп деген спортпен тоғысқан жер дейді ғой, екеуі бірдей. Мысалы сен күресіп жатсың, саған біреу жәрдемдессе, төреші жәрдемдесті, біреу келді аяғынан шалды, сенен мықты палуан шықпайды, келісесің ғой. Иә. Сен өз күшіңе сенуің керек. Сондықтан ол кезде мысалы менің мысалы бір министрлікте отырған бір неменең болса, көкең болса да, сол саған ананы алып берді, үйтті бүйтті көмектессең, сен алысқа бармайсың. Сен қиындықты өзің жеңе алсаң ғана сол ұзақ мерзімге бара аласың. Енді былай болғанда көмегі тиді дейтін адамдар мені сөзіме сеніп маған ақша берген адамдар. Мысалы банкінің бастықтары болды. Ол кезде залог немене жоқ. Мен түгім жоқ 90-шы жылдар. Кім етесің? Мысалы мен бір рет Семейдің ет комбинаты банкрот болғанда, ол кезде менде месі комбинат ештеңкем жоқ, менің месі комбинатым болды. Сол кезде Агропромбанк деген болды. Ал ет комбинаты Агропромбанкқа өте үлкен қарыз. Өте үлкен қарыз. Қайтара алмайды. Бірақ оларда сата алмай жатқан консервілері бар, еті бар. Сол кезде біз Мурманскідан Ресейдің анау балық аулайтын кемелерге консерв керек болды. Олар келді бізге айтады, міне ақша жоқ, губернатор жіберді бізге $400,000 сол кезде ақша, 6 вагон ба, есімде жоқ қанша вагонға. 90-шы жылдары ана консерв керек болды. Соны бізге берсеңдер $400,000. Иә. Соны біз алып кетеміз да, ақшасын бір айдан кейін береміз, келісім шартқа отырамыз дейді. Ай жерде тәуекелге бару керек болды. Сол кезде мен Агропромбанкының бастығы Сагалиева Наслизат Халиловна деген біздің шығыстың әйел адам банкінің бастығы болды, облыстық. Ол кісі мені былай кредит алып істеп жүретін, сол кісіге барып айттым, залогқа ештеңке жоқ. Мынаны мен мойныма берсеңіз, мен соны теңізшілерге берейін. Олар балығын аулап келгеннен кейін, 3 айдан кейін, 2 айдан кейін балығын сатады да қайтарады, мен орнына қоямын деп. Сол кісі сенді, мен соны істедім. Ақшасын орнына қойдым. Үстінен әрине пайда таптым. Сондай маған сенім білдірген адамдарға мен рахмет айтатын едім. Көмектескен адамдар солар. Қазақта бір әріп үйреткен адамға 40 жыл құрметіңді көрсет, сәлеміңді айт дейді. Сондай бір жақсы сөз бар. Шәкірттеріңіздің арасында қазір сізді танымай, сіздің инстаграмыңыздан шығып кеткен, хат хабар алысып жағдайыңызды сұрамайтын адамдар да жоқ емес қой. Барша бәріне санап жүрміз. Ондай кісілер жайлы не ойлайсыз? Жақсылықты ұмыту қаншалық дұрыс? Өзіңіз жақсылық тез ұмытасыз ба? Енді ол адамның жаратылысы да, заңды. Абай атамыз айтады, енді барған сайын, мысалы табиғат тозып бара жатыр, оны байқаймыз. Мысалы қазіргі алманың бұрынғы алмадай дәмі жоқ. Қазіргі еттің де бұрынғы еттей дәмі жоқ. Жалпы да, оңген адамдардың да, өйткені адамдар тығыз тұрған кезде, адамның саны көп болған кезде, адамның адамға деген құрметі азаяды. Сондықтан біз өткенді аңсайтын сол да, Абай да айтады, бұрынғы кезде дейді, баяғыда шаршап келе жатқан кезде бір адам бір атын беріп көмектесіп бір жерге жеткізіп салып еді деп, соны 10 жыл ұмытпай жүреді дейді. Ал қазір бүгінгі бергенің ертеңге түкке жарамай қалады деп. Абайдың өз заманында айтатын бір назы бар. Сол сияқты қазіргі кезде мына өте қарқынды дамып жатқан заманда қазір жақсылықты есте сақтап жүру қиын да, жанталасқан заманда. Ал енді ашаршылықта жеген құйқаның дәмі кетпейді деп дейтін азаматтар да көп. Әсіресе солар көзге түседі. Мысалы өткен жолы Талғат Сақан маған көлік білдірді, бүкіл Қазақстан есі. Соң кейін бір аптадан кейін бір Балқаштан бір елі зайыпты, аттарды есімдеспей тұр. Солар кешке жақын маған көмекшімен хабарласқан, Сандық деген ресторанға ертең кешке келсе, ағаға бір рахмет айтайық деп еді, жұбайымен келсін дейді. Мен оны сенбі күні деп ойлап қаппын. Жарайды, ертең келейін деп. Жексенбі күні деп ойлап отырмын. Олар мені жұма күні кешке айтқан екен. Мен сенбіге шақырамын.
сол сенбі күні кеш жақын мен дайын емеспін, мен жексенбіге дайындалып отырмын ғой. Жексенбі күні барам, уақытым жоспарлап, сенбі күні шаршап ұйықтайын деп жатсам, ана кісілер көмекшім ресторан немесін жібереді, дастархан жасалып қойған, тосып отыр. Ой, ұят болды ғой, мен бірақ шаршап барғанмен мәнісі болмайды, кешірім сұрашы, телефон бер, сөйлесейін деп едім, ана кісілер кешіріңдер, мен сенбегенім емес, осылай жағдай болып қалды. Оқасы жоқ аға, ертең келесіз бе дейді. Айтым, жарайды, енді оны бармай-ақ қояйын, айтатын сайын үйге де кел. Жоқ, келіңіз, ертең келіңіз деп. Барсам, аламанда оқып кеткен әйелімен күйеуі. Енді жұбайыма бір қомақты сыйлық алып келген, маған шапан, астыма ат мінгізіп, көрмеген, танымаған адамдар арнайы 600 шақырым келіп, сол сыйлығын беріп кетіп жатыр. Ондайлар көп, көшеде танып жатады. Енді танымайтындарға мен оған жақсылық жасаған кезде мен саудагер емеспін ғой. Егер сен біреуге жақсылық жасаған кезде соны есеппен жасасаң, мына кісі маған рахмет айтсын, есесіне бір сыйлық берсін, мені мақтасын деп айтсаң, онда сен саудагер болған. Қарым-қатынасқа саудан әкеме керек. Сен шын жүрекпен жасадың, қызмет көрдің, ол ұмыту керек. Мүмкін ол саған тіпті сол жақсылығыңа жамандық жасаса да, оған ренжімеу керек. Егер ренжісең, онда сен саудагер болған. Сен жақсылықты есеппен, бақай қулықпен жасадың деген сөз. Енді бұны қабылдай қою қиын, бірақ шын баға адам осындай ұстанымда болғаннан кейін қабылдайсың. Өйткені ренжу анау маған сол кезде жақсылық жасап едім ау, анау сол бір ауыз рахметін айтпады, қайырымы болмады десең, сен ұшып жүргенің реніш. Ал уды ішкен адам өле ме? Жоқ, бағытталған адам өле ме? Уды ішкен адам өледі. Сондықтан реніш өзім нейробиологиямен айналысып жатқаннан кейін. Жаңа Талғат Сақан мырзаны есіңізге алып тілге тиек етіп жатсыз ғой. Ол кісі сізге қымбат сондай керемет көлік сыйлады, жаңағыдай ұстазым деп құрметтеп. Неге сол Талғат мырза сізге көлік сыйлап құрметтегеннен кейін көп шәкірттеріңіз сізге шапан жауып, ат сыйлап, жаңағыдай өзіңіз айтпақшы, сый құрметтерін көрсетіп кетті аяқ астынан. Оған дейін ол кісілер қайда жүрді деп ойлайсыз? Жоқ, енді ол бір ебепке себеп дейді ғой. Кез келген нәрсе ана үлгі ғой біреуге. Мысалы, қайырымдылық біреу көрсете бастаса, анау көрсе жасағаннан кейін адамда ой пайда деген, мен неге қайырымдылық көрсетпеймін? Мысалы, ауылына көрсете бастайды. Біздің Үржар ауданында солай болды. Бір ауылдағы азаматтар жиналды да өздері хатымхана дейді, қайтыс болған адамға ас беретін бір ғимарат. Біреу салғаннан кейін екінші ауыл салды, үшінші ауыл салды, бізде салдық. Тура солар басқалардан көріп, біреу үлгі көп көрсетпесе, мысалы мен де жасамаушы едім, мен өз ауылыма салдым. Сол сияқты ол Талғат басқа үлгі көрсетті да, мен біраз адамдар хабарласты. Соң ең қызығы мені лақтырып кеткен адамдар көп. Ақшамды алып, бірігіп істеген кезде. Оң кейін солар хабарласып жатыр да, соның бәрі болмаса да бір-екеуі хабарласып, Талғатқа батаңызды беріпсіз деп мен сахнада тұрып бата бердім ғой. Мен де сіздің батаңызды алайын деп едім деймін. Не істеймін? Бағана алып кеткен ақшаны қайтарып бер деймін. Соң кейін біраз бөлігін қайтарып қайда батыр берекесінің біреуі сол. Комедия болды дейсіз ғой. Иә. Бизнес бастау мектебін құрып, бүгінгі таңдағы бәрімізге белгілі маркетинг, жарнама, сату өнері, SMM, яғни social media маркетинг дейміз. Өнімді әрлеу, сайт жасау, конверсия, рой деген ұғымдарды осы қазақ қоғамына енгізген бір адам болатын болса, ол сіз, ол анық. Мақтау, жағымпаздау емес, құрметті Ахметбек ағай. Не себепті бүгінгі күні Ахметбек Нұрсилан мырзаға халық 2017, 18, 19 жылдардағыдай таласып сабағына қатыспай жатыр. Кішкентай ауданға барғанын бір кішкентай бір ауданға, қалашыққа, ауылға барсаңыз, сол жақтағы мәдениет сарайларында жоқ дегенде 1000-2000 адам жинайтынсыз. Бүгінде Ахметбек Нұрсилан мырзаның сабағына үйтіп адам барып жатқан жоқ. Ол сіздің 2019 жылдардағы жасаған саяси қадамдарыңызға байланысты ма, әлде қалай? Осы жағдайларға өкінесіз бе жалпы? Енді өткенге өкінуге болмайды, өйткені ол да неме сияқты да, мысалы, өкініште өйткені ми сенің ол 3 жылға, 5 жылға, тіпті 30 жылға болып кеткен нәрсені, болып кеткен оқиға деп қабылдамайды. Дәл қазір сенің өміріңде болып жатыр, және сенің өміріңе қауіп төніп жатыр деп қабылдайды. Саған бір
Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдарын және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Біреу пышақпен жүгіріп келе жатыр ма, дәл солай қабылдайды. Адамда үрей пайда болады да, тамағың дұрыс болмайды, ұйқың дұрыс болмайды, одан арты ауруға апарады. Соны білгендіктен мен ештеңкеге өкінбеуді үйрендім. Және де өкінетіндей мен бір масқара ештеңе қылық жасаған жоқпын деп ойлаймын. Ол да әсерін берді. Халықтың сол кезде мысалы менің ютубтағы видеоларым 300 мың, 500 мыңға дейін, миллионға дейін барады. Миллионға дейін қаралым болады. Соң кейін бағана айтқандай әр қалаға келгенде аузы мұрнынан лық толып, сырттан 300-500 адам сыртынан қарап тұрғандар шығып кеткен жағдайлар болды. Бірақ артынан саябырсыды, өйткені енді былай қарағанда 60-та келген адам, үлкен кісінің бір ерсі қылықтар, сонда бұнан есі дұрыс па деген сияқты. Мысалы мен де сөйтіп айтар едім. Өзімді түсінем дейсіз ғой. Өзімді түсінем. Неге дегенде кейде адамда бір сасық кеуде пайда болады. Оны ғылымда хубрис дейді. Хубрис деген адам бір нәрсеге әбден сенімді болған кезде, сол кезде міндетті түрде бір қолма-қаса құлайды. Мысалы көлік жүргізген кезде басында сен ақырын сақ байқап, жан-жағыңа қарап жүргізесің. Үйреніп алғаннан кейін бір 3 ай, 4 ай, жарты айдан кейін телефон шұқылай бастайсың. Қалай болса солай біреуді озып, немқұрайлы қарайсың. Немқұрайлы озып, былайша айтқанда біреуден ойқастай бастайсың. Сол кезде не сені соғады, не сен біреуді соғып аласың. Содан кейін оп деп тоқтайсың. Сол сияқты мысалы боксерларда ана шалып жыған, мына күрес балуанда сөйтіп өте сенімді болған кезде құлайды. Сол кезде менде өте сенімділік пайда болды. Өйткені бүкіл әлеуметтік желідегілердің жазған комментарийлардың жартысына жуығы сізге саясатқа бару керек, партия ашу керек деген. Ақай алға деген пікірлерін санжық болды ғой. Өте көп айтты. Ол да адамға былай демеу болады ғой. Соның кейін мен лотерея ойнайтын әншілерді неттік, тоқтаттық, былайша айтқанда. Лотереяны тоқтатқан, сол. Онан кейін қалаулымды қарағанда 600 ба, миллионға жоқ қаралым болып, сол президенттің құлағына дейін жетті. Өйткені сол президент көмекшісі, сол кезде пресс хатшысы кім? Берік Уәли маған жекемен былай жазды да. Міне президентке жеткізді. Бейресми хабарласты? Жоқ, неменеге жазды. Фейсбуктағы менің парақшама жазды. Міне қалаулымды жабылады деп пәрмен болды деп президенттен. Яғни сондай қоғамда ретіп жатқан нәрселерді тоқтатуға біз мұрындық болдық. Соң енді андай үлкен істерді тоқтатып жатқаннан кейін мен қолымнан бәрі келеді деген. Соң кейін біраз дебатқа шықты. Ермек Нарымбаймен шыққан кезде бәрімен былай енді мен тіл жағым оқыған көп қой. Солар жеңіп жүргеннен кейін Ержан Тұрғынбай деген. Онымен шықпайын деп мен көп соңымнан қалмады. Қорқақ қашып жүрсің, шықсаңыз өзіңше болмай деп. Соған мен бармайын деп ойладым, бірақ Ринат Заитов бауырыммен ақылдасып едім, айтты, аға, оны немене оны жасқанасыз, сіз оны бірақ шайнай саласыз, ол не қазақша білмейді, не тарих білмейді, не әдебиет білмейді, не былай дискуссия жасай алмайды. Сізден деңгейі төмен деді, мысалы. Сөзіңіз аузыңызда, ағай, әдепсіздік көрмеңіз. Ринат Заитов мырза сізге жел беріп жүрген жоқ па сол кезде? Жоқ, жел берген жоқ. Сөйтіп кеңес берді кездескенде, ол шешім қабылдайтын мен ғой. Мысалы мен мастер спорта болсам шахматтан, біреу шахматты енді үйреніп жүрді. Сол сияқты барасыз да былай да жыға саласыз деді. Соң кейін мен мүлде дайындалмай бардым. Әдетте кез келген сұхбатқа бір әсіресе сұхбатқа дайындалып қажет жоқ, мысалы. Шығар кейде. Ал енді анандай жаңағы қарсылас болғанда екі жақ қой пікір сайыс болады, төбелесуге келіп отырсың ғой былайша айтқанда. Кәдімгідей сол кезде дайындалу керек еді. Ол қалай айтса мен өзімді қалай ұстаймын деген. Мүлде дайындықсыз бардым, бір шаруалармен жүрдім да, уақыт болып келіп, барам деді, келе салдым. Келе салғанда ол әбден дайындалған. Менің осал жерлерімді, қай жерде қателесем, қай жерде сүрінем деген сияқты. Сондықтан ол мені ұтты әр жерде. Шалып та жықты, алып та жықты. Ол сіздің қызба мінезіңізді пайдаланды. Көп болды ғой. Пайдаланды. Сол кезде мысалы мен әр жерде асықпай адам эмоцияға берілген кезде міндетті түрде қате жасайды ғой. Сол кезде ол анау Римде отыр.
Сонда айтатыны мен көріп қалдым бір екі видеодан. Әйел адамдарға айтады, көшеге шығыңдар, ана полицияның жағасын жыртыңдар, ана жерге барып, ана әкімшілікті басып алыңдар дейді да. Содан айттым, ер азамат, сен анда отырсың, мықты болсаң келіп осы алдында жүрмейсің бе серкес? Мысалы, мен жүрдім. Мысалы, қаңтар оқиғасында ішінде жүрдім, сол сияқты сен келсеңші деп. Сен козел провокатор деп айтады ана ет комбинатында. Бір теке болады, қойып қояды. Қойларды үйренген қойлар ана артынан еріп. Ет шайнайтынға кіргізіп жібереді. Бауыздайтын жерге кіргізіп жібереді, шығып кетеді. Сен сол сияқтысың дедім да, бақылдап отырған деп. Сен ана жақта енді аяқты көтеріп столға қойғаным, ол америкалықтарда бір әдеттегі қылық. Бір кабинетіне барсаң да, кинода көрсетеді, мұғалімдер де көтереді, аяғын көтере береді. Енді аяқты жоғары көтеріп отырып, біз үшін сөйлекет. Мысалы, олар үшін бас беру сөйлекет. Бізге бас беру құрмет. Сол сияқты әрі халықтың немесі тұр. Сен сол Европаға барып, аяқты көтеріп қойып, барыңдар, қырылсыңдар, төбелесіңдер деп жатырсың. Сол кезде халық айтты, мынау аяғын столдың үстіне қойып, өсіп сөйлеу мәдениетсіздік. Не деген мәдениетсіздік деп. Мен оны өзім ағымды емес, сен осылай отырсың деп соны көрсеткім. Әрине, ағай, оны сіз контекстен жұлып алғаннан кейін солай болды. Содан кейін салып жүреді ғой. Қырқып, содан кейін сен бә деген текесің деп. Енді ол да маған неше түрлі сөз айтқаннан кейін мен қарымтасын айтып жатырмын ғой. Сол сөзді кесіп алды да, сол сөз салынып кетті. Енді бір жағынан мен осы жерде бірінші рет айтайын деп отырмын. Неменені артынан пранк жасады. Сол пранктың жасалғанына көбі айтты, ойбай, жаңағы Амандор алып кетті дегенде. Әуесқой видео сияқты таратып жібердіңіз. Ол қаншалықты дұрыс пиар әрекет ол? Ол айтайын, соны мысалы. Сол әрекет емес па? Жоқ, соны айтайын, қалай болғанын. Және соң кейін менің ана саясатта жүрген, көп жыл жүрген достарым, мысалы. Соның бір Төлен Тоқтасынов, мысалы, ол ДВК-да бәрін болған, сол да жұбайы келіп айтты. Сені деді, сол сақтап қалды деді. Сол пранктан кейін мен саяси нөл болдым. Тұрып. Мен ешкім тыңдамайды, мен қанша шақырсам да менің артынан ешкім ермейді. Өйткені андай қылық жасаған адамға сенім жоғалады ғой. Егер ол болмаған кезде сен Ағаділ сияқты, мысалы, сені бірдеңке істеуі әбден мүмкін еді. Болмаса кешегі ана түрмеден шығып қайтыс болды, кім еді? Кім еді ана? Арық болып қайтып. Арон Атабек болды. Арон. Болмаса Арон Атабек сияқты бірдеңкені саған ұйымдастырып, сен түрмеге тығып жіберуі мүмкін еді. Шындығында да сол кезде мен халыққа мен ертең шық, митингке шығамыз, тұрамыз десек, шығушы еді бәленбай мың адам. Оны мен байқаймын да, мысалы, Ақсес, Ақтау, Атырау, Ақтөбе, сол Шымкент жаққа барған кезде халықтың ішіне толып тұрады да, мен Алаш ұранын бәрін айтқан кезде, дәл сол кезде кеттік көшеге барып, ана ғимарат басып алайық десек, соңынан бәленбай мың адам еретін еді. Бәленбай мың адам ерсе, сол қаңтар оқиғасы сияқты бірдеңке болатын еді, ондай деңгейге жетпесе де, сол кезде провокация жасау жеңіл ғой. Мысалы, төбелес жасайды, біреуге пышақ сабалады, біреудің басын жарады, соң кейін кім өлтірді? Кім ұйымдастырды? Мынау ұйымдастырды. Саған тура соны жасаушы еді дейді, сенің аман қалғаның, басыңның аман қалғаны, сол пранк жасағанның арқасында дейді. Не жасалса да сол ғой. Енді мен шынымен сол жерде партия құрып көшеге адам алып шығуға өзім... Ниетіңіз болды ма сонда? Ниетім болды, дайын болдым. Сол кезде әбден былай психологически дайын болдым. Осылай бір күні көшеге шығарам. Өйткені 100 мың адам еркін оқиды. YouTube'дан көреді. Енді 100 мың адам көшеге шықса, әскер жарып тұрсыз, Facebook'ты жарып тұрсыз, Instagram'ды жарып тұрсыз. Әскер қарсы шығып, ол адамдарға оқ ата қоймайды деген менде сенім болды да. Мысалы, 2000-3 мың адам болса, жаңа өзіндегі сияқты атып жібереді. Ал 100 мың адам шықса, аталмайды, бейбіт митинг болады. Сол арқылы біз партия құрамыз, билікті өзгертеміз деген бір менде саясатта тәжірибе жоқ қой. Мысалы, бизнесте тәжірибе болғанмен, сондай бір немене болды енді. Қалай наивность дейді ғой, сондай бір үнім семінім болды. Соң кейін соны алып, оңген ойладым. Егер де екі ұдай пікір болды. Маған достарым, біраз таныстарым айтты, кішкенге керегің жоқ ертең. Атауын сияқты, Ағаділ сияқты өлтіре салады, сен түрмеге қамай салады. Болды, сонымен жабылады.
ой обал болды өзіне де сол керек дейді біраз адам, біреу күледі, біреу обал болды деп бірдеңке айтады, болды. Сонымен шынымен адамдар шыға ма екен, шықпай ма екен тексеріп көрейік деп жасалған нәрсе болған. Ол да солай болды. Шындығының артынан мен мысалы Арман Әубәкір деген журналист бауырым бар. Араласып жүрміз. Сол маған айтты, аға, оны неге жасадыңыз пранкты деп. Мен айттым, Арман, шындығында да мен халықты алып шығып, мені апарып КМБ-ның подвалына жауып, мысалы бір 5-10 жылға осылай кісі өліміне мына себепкер болды деп соттап жіберсе, не істейтін едің деп. Ең мені жаны ашитын бір бауырымсың да, осы маған Фейсбукта жазып жүрген. Отырып айтты, аға, ары кеткенде бұл дұрыс болмады деп бір пост жазатын едім деп. Бұл дұрыс болмады. Соң кейін өзінің 4 қызы бар, күнделік жейтін тамағы, күйбең тірлігі бар, сонымен кететін едім. Дұрыс болмады, босатылсын Ахметбек деп бір пост жазатын едім, сонымен әңгіме бітетін еді. Шынында солай болушы еді. Енді құрметті Ахметбек мырза, жаңағы шынымен де сізді сөйтіп алып кеткен болса, қандай күйде болатын едіңіз? Енді оны басыңа салса көресің ғой, қайдан білем қандай күйде болатын. Жақсы. Сол әрекетіңізден кейін құзырлы мекемелер шақырды ма сізді? Шақырса қай мекеме шақырды? Жоқ, шақырған жоқ. Оның алдында сонымен партия құрам деп тұрған кезде, соның біраз күн бұрын президенттік әкімшіліктен шақырды. Кел, әңгімелесейік, сөйлесейік деп. Содан кейін Алматы қаласының немесіне шақырды. Бірақ ойлаймын, олар менің позициямды біледі. Мен айтқан, маған 100 миллион емес, 1 миллиард, тіпті 100 миллиард доллар алып келсе де, мен мысалы бүкіл мұнай кен орнын берем десе де, қандай билік ұсынса да менің қайтпайтынымды жазбаларымнан, әс-әрекетінен түсінген болу керек. Ешкім ондай ештеңе ұсына қойған жоқ. Бірақ шақырды, мен айттым, мен бармаймын дедім. Ұсынса ойланар ма едіңіз? Жоқ, айтып отырмын ғой, маған 100 миллиард доллар алып келсе де, мен 1 секунд ойланбаушы едім. Мысалы самолет береміз, мұнай кенін береміз десе де. Ол деңгейден өтіп кеткенмін да мен. Дүние, билікке үшін өмір сүру деген. Сондықтан мен олай келіссөз жүргізудің ешқандай мәні жоқ екенін түсінген болу керек, бірақ шақырғанмен бармаймын дедім, болды. Сонымен тоқтадым. Құзырлы мекемеде шақырған жоқ, өйткені құзырлы мекеме шақыратындай мен бір қылмыстық іс жасаған жоқпын ғой. Иә. Неме деп шақырады мен. Жақсы, түсінікті. Жасыңыз 60-тан асты. Мұздай суға шомылып жатасыз. Бұл қаншалық денсаулыққа пайдалы? Енді пайдалы болмаса мен істемеймін ғой. Өйткені ғылыммен айналысып жүргеннен кейін әркімге өзінің денсаулығы қымбат қой. Бұның өте пайдалы екенін мен ғылыми түрде балам дейді біреулер жаңағыдай ер адамдар ұрпақсыз қаласың ғой деп әзілдеп тиіседі деген сияқты. Иә, жетіп мазақтап жазып жатады. Негізгі простатит көп айтады ғой, суық отырғаннан суық тигізген болады. Простатит ол бактерия, инфекция. Ол суықтан инфекция келмейді. Және мен бүкіл әлем танитын, мойындаған, танымаса да Вим Хоф Айсмен дейді, мұз адам деген адамның, мен соның өзінен емес шәкіртінен, ең мықты шәкіртінің біреуінен курс оқыдым 2 ай. Мен өзім тоңғақ болатынмын, аузыма қотыр шығып кететін, кішкене болса да. Былай қарағанда мен темекі тартпаймын, зиянды әдетім жоқ, иммунитетім мықты болуға тиіс, иммунитетім осал болды. Соң кейін зерттеп сол дәріден шаршағаннан кейін сол Вим Хофтың курсына қатысып, сол арқылы мен өзім иммунитетімді көтеріп алдым. Ағылшын тілінде ме ол? Жоқ, орыс. Айттым ғой, шәкірті ресейлік адамдардан. Қазір Вим Хофты Гарвард университеті, Стэнфорд университеті, соң кейін Вайнштейн деген ғылыми зерттеу университет, және Голландияның Радбоud 4 университет зерттеп, оны таңғалып жатыр істеген ісіне. Және ең кереметі, бұны Вим Хоф қана емес, Ахметбек қана емес, жер бетінде 8 миллиард халықтың кез келгені жасай алады. Табиғатқа оралады. Табиғатқа оралу деген сөз, табиғатта жүрген, мысалы жылқы, далада жүрген бөкен, бұғы, ешкім оларға жылы үй, жылы киім дайындап беріп отырған жоқ. Жүр. Бізде ата-бабаларымыз осыдан 1000 жыл бұрын, 100 000 жыл бұрын, миллион жыл бұрын сөйтіп жүрген. Біз киім киіп, от жағып, жылы үйден кейін біз өте нәзік болып қалдық. Соң кейін қазір дәрі ішетіміз соның кеселінен. Табиғатқа 8 миллиард халықтың кез келгені қайтып оралады, егер сондай, оны ақырын жасайтын болса, ыстық суық контрастный душ дейді, содан бастап шынығатын болса, кез келген адам жасай алатынына мен әбден көзім жетті. Жаттығу жасаған сияқты аз салмақтан. Иә, дәл солай.
Адамдар екі топқа бөлінеді дейсіз. Бірі аралар, екінші топ шыбындар. Аралар қаншама жамандық боқ жуындының ішінен бір гүлді тауып алып, сол гүлдің бетіне қонып, жаңағы шырын, нәрін сорады, жейді соны. Ал шыбынды қандай керемет бақшаға, гүлге салып жерсең де, сол жақтан бір боқты тауып алып, сол боққа қонып, боқты жейді. Бүгінгі күні шыбын тобында жүрген азаматтарға қандай ақыл кеңес бересіз? Бағана айттым ғой, кедейдің күні кіжінумен өтеді деп. Негізгі адам ішінде не болса, соны шығарады. Солай ғой. Енді кеше не жедің, бүгін соны шығарасың. Енді басқа нәрсені шығармайсың. Солай ғой да. Дәл сол сияқты адамның мына миында не бар, соны айтасың. Сондықтан көбінесе біреудің постына келіп, біреудің видеосының артына келіп, ананың жеке басына тиетін, өзіңе тиіспесе де өте жаман сөздерді, әсіресе былапыт сөздерді айту, ол сенің ішің іреңге толып кеткен деген сөз. Бұл деген сөз сынама деген сөз емес. Сын конструктивно болу керек. Жеке адамның басына тиісіп емес, мысалы сенің істеген ісіңе. Мен Ерасылды айтамын, мысалы. Жағдаятқа қатысты. Жағдайға байланысты. Ерасыл, сен мынандай жағдайда мынандай істеген ісің, әрекетің дұрыс болмады, ол сен дұрыс емес. Мысалы қоғам оны қабылдамайды, мен оны қабылдамаймын. Неге дегенде, оған және оған дәлел керек. Егер сен аргумент оны айтатын болсаң, ал тек қана шошқа, хайпажор, топас, шал деп айту, сенің ішің құсыққа толды, сол құсығыңды шығарып жатсың. Содан кейін мен ондай адамдарға егер мәдениетті түрде маған сын айтып, өз көзқарасын, мен келіспейтін көзқарасын айтса, мен ол кісіні ешқашан блокқа салмаймын. Ол кісімен керісіп пікірсайысқа түсемін. Ал егер жаңағыдай жаман сөз айтса, мен айтам, екі сөз жазам. Біріншісі, әке-шешеңіздің берген тәрбиесін көрсетіп жатырсыз отбасында. Мысалы, танымайтын, мүмкін жасы үлкен адамға осындай жаман былапыт сөз айту, ол тәрбиенің жоқтығы. Екіншісі, құсығыңызды аулақ барып құсыңыз. Бұл менің парақшам, менің аулама құспаңыз деймін. Екінші пікіріңіз күштірек екен. Салтанат Минайхан деген азамат шәкіртіңіз бар. Ол адамды унитазымнан су ішті деп тренингтеріңізді айттыңыз. Ол шәкіртіңіз не деп көңіліңізді қалдырды? Жаңағы хабарласқан адамдардың ішінде бата беріңіз дегендердің тізімінде кім бар? Жоны айтқым келмейді, салтанатты өзің айтып қойғаннан кейін қалғанını ол бір әлсіздігі да. Енді әлсіз адамның әлсіздігін бетіне баса берсең, одан сайын батпаққа кіре береді ғой. Енді салтанатты мен айтқаным, өйткені ол жігіт журналист, және мына Қазақ ұлттық университетінде сабақ береді. Соң көп адам тыңдайды. Өте көп адам тыңдағандай, ондай адам қауіпті. Енді тілі өте майда болса, мысалы, жаңағы Омар Жәлел сияқты көп адамға зиян тигізеді. Сол кәдімгідей үлкен опасыздықтар жасады. Біреуі, мысалы, менің үйімнен келіп отырып, ақша сұрап алып кеткен бір 2 айға. Сол кезде коронавирус болды, сол бір ақшадан қиналып қалдым. Соң кейін сол ақшаны айтып бермеймін деді, болды. Былай. Қарыз қалған ақшаны бермеймін. Анық бермеймін деп айттыңыз? Бермеді, және мен сотқа бергенде ол сондай адамдар көп болды. Он шақтысы. Ол біреу емес қой. Біреу емес, көп. Сонан кейін біздің қаржы директорымыз солар жинап алды да, бірінен кейін бір сотқа берді. Сотқа бергеннен кейін оны енді шетелге шығуға тыйым салды ақшаны. Өйткені қолында жазып берген немесі бар ғой, қолхаты бар, осылай ақша алған. Болды, онан кейін берген жоқ. Сонан кейін екіншісі, мен жайлы өте көп видеолар бар, оны бүйтіп айтады да, осы қазақ ұлты енді кейбір астыңа көп шығып қойған кезде тіпті аспанға шығарып тастайды ғой, мен онда соны жақтырмаймын. Осылай енді кемеңгерлік болғанда Абайдың, Әлиханның ар жағына апарып тастады, одан да жоғары көтеріп көп айтады. Содан кейін сол ақшамды қайтарып, онан кейін ол бөлек жаңағы Талғат Сақандармен бірге мектеп ашты. Q4 бизнес скул. Да, Q4 бизнес скул деген бәсекелес боламыз. Ол нәрсе жүрмеді. Жүрмеді. Сонан кейін сол кезде ол маған қарсы неше түрлі нәрсені менің адресіме лай жаға бастады да, неше түрлі нәрсені жаманды айтып, мына оңбаған, алаяқ, жаңа ғане бір 20-30 түрлі видео шығарып, сен керемет қасымда 2 жыл жүріп жүрген адам, 1 аптаның ішінде, 2 аптаның ішінде мынау алаяқ, мынау оңбаған, тағы бірдеңке деген жаман былапыт сөздер көп айта бастады да. Енді онысына мен шындығын айтамын, ренжімеймін, өткенде реніш шу. Бірақ адамдарға оны сақтандыру үшін, өйткені ол да қазір өте, мен білмеймін қазір қайда жүргенін, қатты дінге жүр ме, атын ауыстырып алды деп естідім ана күні. Атын басқадай қойып,
естіген білмеймін әйтеуір сондай деп айтты. Сондықтан ондай адамдардың майда тіліне еріп бір жерге сектаға ма бір жерге апарып тығады, содан абай болыңыздар деп айтып жатқаным ғой. Ескерту мақсатында дейсіз. Қоғамда білесіз, надандықты, арсыздықты, ұятсыздықты дәріптеп жүрген адамдар бар. Сондай адамдарды көргенде қандай күйде боласыз? Қандай, енді кез келген саналы адам ондайды көрген кезде ең біріншісі ашу-ызасы келеді. Енді оңбаған, мысалы қоғамдық жерде аяғында нәжісін, мысалы айталық, сен үйіңе батпақ аяғымен кіріп тайраңдап төрде жүрсе, кез келген адам ашуланады, ой қойсаңшы мынау деп. Тіпті үйіңе кірмесе де сен орталық неменеде, мысалы ең асхана дейік, бір ресторан, сауда үйіне кіріп біреу боқтап сол жерде болмаса нәжіс нәрсені шашып жүрсе, айтасың ғой қойсаңшы мынау дұрыс емес деп. Сол сияқты алдымен ашу-ызаң келеді. Екіншісі, енді соны тоқтатуға мен әрекет жасаймын. Бірақ енді осыны мен шәкірттерім, жанашырларым бәрі айтады, осыны қой деп. Не керек, жек көрінішті боласың, жау көбейтесің деп. Бірақ мен айтам, қоғамдағы ең қауіпті адам жаңағы жаман қылық жасап жүрген адам емес. Ең қауіпті адам немқұрайды адам. Жаңағы көре тұра үндемеген адам, онда сен немқұрайдысың. Безразличие. Енді маған тиісіп жатқан жоқ, жасай берсін деген. Олай болатын болса, ондай адамдар әбден төбеге шығады ғой. Соны тоқтатуға тырысу керек. Кейде мен мысалы көлікпен келе жатқанда, ана бағдаршамда алдында көлік 1-2 рет болды. Ол тұрады да темекісін лақтырып жібереді. Мен аны тоқтаттым да жүгіріп барып темекісін апарып қайтадан өзінің терезесінен өзіне беремін. Анау жек көріп қарайды, біреу боқтайды. Айтамын, дұрыс емес қой оны. Салып қойды, үйіңе апарып таста бұл деген. Мен шашық жоқ па дейсіз ғой? Жуашып айтады, нең бар бұда деген сияқты. Немқұрайды болмау керек деп ойлаймын енді. Немесі бар, санасы бар. Осы сөзіңізге параллель келтіруге болады. Алаш Ордашы Міржақып Дулатұлы атамыз бар. Ол кісі бүйдеп айтты, өткен сұхбаттарда да айттым, ол әдемі сөз, айтудан жалықпаймын. Ел тағдыры шешілер сәтте болып қалған бәрі сатқын дейді. Осы майда-майда дүниелерден қоғам бұзылады, майда-майда дүниелерден ел бұзылады, ұл бұзылады, қыз бұзылады деген сияқты. Сондықтан бұл нәрсеге де бейжай қарамау дұрыс деп айтасыз ғой? Иә, әрине. Адамның рухы оянбай ештеңе жасай алмайтыны анық. Сіз көп сабақтарыңызда рухты ояту, адамның рухы, намысы оянуы, қуыс кеуде емес, жалған намыс емес, шынайы рух, намыс ояну керек екенін алға тартасыз. Бүгінде рух оянбай жүрген жастарға не айтасыз? Енді рух деген сөз ол сенің физикалық күшің емес. Мысалы білекті бірді жығады, өте күшті болсаң да. Ал кейде рухы мықты болғанда біз табиғаттан көреміз. Кішкентай бір лақ, бір бұқамен сүзіп соны қуып жүреді. Кішкентай бір күшіктер болады, аюды қорықпайтын, арыстаннан қорықпайтын. Кейде тауық шынымен балапанын қорғаған кезде бүркітке қарсы ондай өте видеолар көп, мен соларды жинап жүремін. Мысалы әтештер кейде азуы қарыстай итті қуалап шығады. Рух деген сөз сол сенің бойыңдағы қорқыныштың болмауы да қорқынышты жеңе алу. Қорқыныш бар әрине. Мүлде қорқпайтын адам ақымақ қой. Сондықтан қорқынышты жеңе алу, өйткені қорыққан адам, мысалы бірдеңені қашып жүрсең да, анау бола ма, мынау болмай ма, қала ма, мысалы кәсіп жасасам, батпаққа кіріп кетем ба, анадан сөз естіп қалам ба деген сияқты, онда бойыңда үрей жүреді да. Өзі үрей, қорқыныш екеуі түрлі нәрсе. Үрей сенің үнемі соңыңнан жүреді. Кортизол деген бәле бөлінеді. Сол денсаулықты құртатын сол үрей. Жаңағы реніш сияқты ғой. Реніш сияқты да. Қыр соңынан көлеңке сияқты. Не болады екен, не болады екен, не болады екен, арты не болады екен деп. Ал енді мысалы қашып келе жатсың, бұрыласап қайтадан сол қорқынышқа қарсы жүрген кезде сенде адреналин бөлінеді. Сол кезде үрей қалмайды. Сенің мысалы бала кезде болған шығар, жүресің де бірақ ай деп зауап әкең дейсінде кіріп кетесің, сол кезде қорқыныш жоқ, күш қайратын тасиды. Аны қалай жеңгенді білмей қаласың. Сондықтан үрейленіп өмір сүру деген сөз, өмір бойы қорқып өмір сүру, ол адамда кедейлік болады, ол адамда денсаулығы болмайды.
жүрегі, бауыры, бүйрегі, асқазан дұрыс жұмыс істемейді, өйткені үрей кешке дейін жаңа кортизолды бөлдіріп жатыр, денсаулығына зиян келтіріп жатыр. Бір-ақ рет берілетін өмірде өйтіп өмір сүруге болмайды, үрейленіп. Рух деген қорқынышқа қарсы жүру. Не нәрседен қорқасың, соған қарсы жүру. Кездескен кезде сенде адреналин бөлінеді де, қорқынышты ұмытасың. Содан кездескен кезде. Атақ өмір бойы қорқып өтуге болады, өмірден қызық көрмей өтесің. Сапалы қазақ идеологиясын алға тартып, қазақ бай болу керек, қуатты болу керек, бірлікте болу керек деп ұрандатып, соған сәйкес еңбектеніп жүрсіз. Неліктен бүгінде бұл идея кең белең алған жоқ? Әлде сіз дұрыс түсінбеді ме? Мүмкін сіз дұрыс түсіндіре алмадыңыз. Енді ең соңғы шығар, мен әлі жеткізе алмай жатқан шығармын. Жеткізе алмай жатырмын, бірақ соның бір амалын таптым деп ойлаймын. Қазір мен сапалы қазақ деген марафон өткізіп жатырмын. Әзірге тегін 65 күн болды. Әзір 150-160 ба адам қатысып жатыр. Бүкіл Қазақстаннан, шетелден де бар, тегін. Теория, практика. Сол тәуелдіктерден құтылу, темекі, казино сияқты. Содан кейін артық салмақты тастау. Соң ерте жатып, ерте тұру, жаттығулар жасап үйрену, бойға жақсы әдеттерді қалыптастыру, жаман әдеттен кетіру. Соған біз мына жасанды жады, искусственный интеллектті қосып жатырмыз. Және бұны мен бағасын өте қол жетімді қылып, кез келген адам төлей алатындай 30 мың теңге. Бұл 50-60 доллар ғой, және бұл 100 күн бойы болады. Сол арқылы мен өте көп адам қамтимын ба деген ойым бар. Түбі бол идея. Менің түпкі идеям осы сапалы қазақ. Түпкі идеям, түпкі мұратым, түпкі миссиям деп айтсам болады. Өйткені сапалы деген сөзге мысалы кейде адамдар түсінбей жатады. Адам сапалы болмайды ғой. Киімнің сапасы болады, заттың сапасы болады, тамақтың сапасы болады, адамның сапасы. Енді кез келген нәрсені өлшеуге болады. Мысалы қалай өлшейміз? Мысалы қышқыл ма, қышқыл емес па деген сияқты да. Ауыр ма, жеңіл ма сапасын өлшейді ғой, кез келген нәрсені өлшеуге болады. Мысалы көлік қанша бензин жейді 100 километрге деген сияқты. Ал адамның сапасын 4 құбыла деп айтамын мен. 4 жағын құбыла болсын деген қазақта бұрын түсінік болған. Шығыс құбылаң эмоцияң, көңіл күйің, оң жақ құбылаң денсаулығың, сол жақ құбылаң табысың, ал арт жақ құбылаң батысың. Ол рухани дүниең, өмірдің мәнін табу. Осы 4 құбыласы тең болған кезде адамның 4 сапасы, өмірдің сапасы жоғары деген сөз. Менің түпкі негізгі мақсатым, идеям, адамдардың көңіл күйі де жақсы болса, ішкі жан дүниесімен, басқа адамдармен қарым-қатынасы жақсы, дені де сау болса, табысы да басына жетерлік болса, және өмірдің мәнін тапса. Өмірге не үшін келді, сенде бір кірпіш дүниеге дейді, кетігін тапта бар қалан дейді ғой. Осы жағынан көмектесу адамдарға. Адамның намысына тиіп, жеке шекарасына өтіп, найзамен сұғып, былай тығып алатыныңыз бар. Бұны тыңдаушыларыңыз қалай қабылдайды? Білім іздемейтін, жаңа нәрсе үйренбейтін адам өмір бақи сорлы чумо болып өтеді дейсіз. Бұл қалай? Бұл қаншалықты дұрыс сөз? Елімізде қанша чумо бар деп ойлайсыз? Чумо дегенде қоғамға кедергі жасайтын адам, человек, мешающий обществу. Қоғамның дамуына кедергі жасайтын адам деген сөз ғой. Яғни бергеннен алғаны көп. Потребитель, паразит деген сияқты. Көп алғысы келеді. Жегізгі адамды орнынан қозғайтын 2 күш бар. Адамда емес, кез келген тіршілік иесін. Соның үшін адам да бар. Сол кез келген тіршілік иесі бір нәрседен қорыққаннан қозғалады. Не болмаса бір рахат іздегеннен қозғалады. Басқа уақытта қозғалғысы келмейді. Мысалы, ол тышқан болсын, шыбын болсын, құс болсын, жүгірген аң ұшқан құс болсын, бәрі айырмасы. Соның үшін адам ғани. Бірақ сол 100 адамның 5-еуі ана рахат алуға мақсат, рахат алу деген мақсатқа қозғалады, 95-ін қамшылау керек. Осы жерде оны қорлау үшін, мазақтау үшін емес, орнынан қозғау үшін. Басқа жол жоқ, адамды қозғаудың басқа жол жоқ. Бұл ұзақ әңгіме, негізгі адамның мына миында хайуани болмысы бар. Сонысы орнынан жаңағы рухын ояту мәселесіне келеміз дейсіз. Иә, сол кезде адамды қатты қинаған кезде, қорқытқан кезде, мысалы мықты тренерлер өте қатты, мысалы мен осында АДК деген волейбольный мықты команда болған, соның тренер мен кішкентай ғана бойы ат есімде жоқ, Швецияма, сол өте қатал болған. Тренерліктерін көретін. Есесіне командасы бүкіл СНГ-да чемпион болды.
сол үшін ол содан бір ләззат алып рахат алады деп алмайсың ғой біреуді ұрысудан. Жайдан жай айтпаймын дейсіз ғой. Иә. Жаным ашығаннан кейін айтады дейсіз ғой. Сорлы мінезбен мына елден айырыламыз деп айттыңыз. Сорлы мінезден қалай құтылуға болады жалпы? Жаңағы рух көтеру. Тек сол. Басқа жол жоқ, білім. Енді оның бәрін алаш ардақтылары Әлихан Бөкейхан бастаған түгел бүге шүгесіне дейін жазып, программасын түгел жазып кеткен. Ол білімге уақытының бәрін білімге арнау. Мысалы мен бүгін Фейсбукқа пост жаздым, ана Кәбірхан деген бір атты шулап жазып жатыр ғой, соны мақтанып, оны көрдік, кеше ортақ чатқа салып жіберді. Содан кейін Абайдың айтатыны бар, палуан бірде ана елде пайда болады, бірде мына елде жүйрік ат, бірде ана елде, бір елде. Қазақтың қуанатын сол палуан жықса, аты бірінші келсе бөркін аспанға атып қуанады, ол не мақтан дейді да. Ол сондықтан мен айттым, бұл не мақтан, ол ат қазақтікі емес, қазақтың аты емес. Оның бапкері де қазақ емес, үстінде шауып жүрген шабандоз да қазақ емес. Қазір пікірге сіз көре алмай отыр деп айтады. Көре алмай отырмын. Мен ат жүгіртіп жүрсем, оны айтуым мүмкін. Сонымен енді мынандай пікір айтты. Қуана білу керек қой деді. Соны не үшін қуану керек дегенде, кішкене адам саналы түрде қарайды, бізде қандай проблема бар? Біздің мына Ұлан Байтақ елімізге қазір жалпы жер тарылып бара жатыр, жердің ресурсы мүмкіндігі бітіп бара жатыр. Егін егетін, мысалы да, басқа байдалы байлық, қазба байлығы елдер тонап жатыр да, жердің тозып бара жатыр. Біздің елімізге сондықтан көз алар түш көп. Қалай біз аман қаламыз, болашағымызға, қалай ұрпағымызға егеменді ел береміз деген, ел тапсырып береміз деген ойда болу керек та әр қазақ. Ат төбелінде аз ғана қазақпыз, 10 шақты миллион. Сонда біз не техникамыз, ғылымымыз дамыса, соған қуануымыз керек. Ал жүгірген ат елімізді дамытпайды ғой. Болашаққа не әкеледі? Дарақылықтан басқа ештеңе жоқ. Халықты әсіре діншіл қылу үшін қазақтың тарихын бұрмалап, тобыр қылғысы келетіндер көп дедіңіз. Бұл кімге керек деп ойлайсыз? Бұл енді сол шығыстан келіп жатқан Сауд Арабиясының ақшасы, батысы. Содан кейін соны пайдаланып отырған бір ат төбеліндей адамдар. Өте үлкен қаражат. Мысалы, әне күні әлеуметтік желіде көп тарады ғой, бір блогерға 9 миллион теңге айына ақша беріп отыр. Сен осы қателеспесем Камаладдин деген жігіт қой. Білмеймін, айтып көп тарады. Сол ашығын айтты, маған осылай ақша берді. Соны мен қабылдағым келді, өйткені 9 миллион ай сайын ақша беріп отырса, тек қана намаз оқып жатқаныңды өзі айтады, мен дінде жоқпын, бірақ сол үшін дінге кірейін деп отырмын. Сонда қандай қажеттілік бар деп ойлайсың? Мысалы, соның артында ақша беріп отырған адамдарда. Және ол бір адамға беріп отырған жоқ. Бәленбай мың адамға беріп отыр. Ол қырғын ақша. Оны сол жүрген азаматтардың қалтасынан шығарып жатқан жоқ. Ол шетелден келіп жатқаны анық. Енді оның ар жағын өзі көзі қарақты, санасы ояу адам, саналы адам, есі ақыл адам өзі түсініп алады, бұл не үшін келіп жатыр. Жақсы. 18 жасар Ахметбек Нұрсилаға не айтар едіңіз? 18 жасар Ахметбек Нұрсила қазір тұрса, дұрыс жолдасын деп айтар едім. Жақсы. Алаштанушы Елдос Тоқтарбай мырзаға және Сұлтанхан көкемізбен өзіңіз бар видео дебат құрдыңыздар. Подкаст дейміз бе, дебат дейміз бе, әйтеуір видео материал ғой. Адырна порталында қателеспесем. Елдос Тоқтарбай мырза маған берген сұхбатында Сұлтанхан ағаны да, Ахметбек ағаны да аса қатты құрметтеймін. Бірақ олар мені шақырып алып, маған жабылғандай болды деп айтты. Маған берген сұхбатында. Неліктен бұлай болды деп ойлайсыз? Енді мен ол азаматты танымайды екен, бірақ бір 4-5 кеңінен тарап жүрді видеолар WhatsApp арқылы келген кезде. Алаштар жайлы айтып отырғанына мен қатты сүйсіндім. Мына жігіт мықты оқып жүрген екен. Ол кісі Сұлтанхан Аққұлының шәкірті, сөйтіп жүрдім да. Бірақ мынандай видеосын көрген кезде қазақтан қанша дейді, 17 мың ба, 25 мың адам атылды. Ал енді ұмытпасам, тәжіктен 7 мың, қырғыздан, өзбектен 20 адам, тәжіктен 7 адам, қырғыздан бір 15 адам, Әзербайжаннан 4 адам атылған көрсеткен. Сонда қазақ сатқын болған, қазақ оңбаған халық көрсетті деген. Сонысына мен қатты наразы болдым, өйткені болды. Сонда Әзербайжан, қырғыз, өзбек, тәжік бәрі өте ұйымшыл, адал,
ардақтыларын ардақтайтын болғанда біздің қазақтар ғана солай ардақтыларын ұстап беретін 25 адам соттаған бір опасыз халық болғаны. Бұл өзі халқыңды қорлау ғой. Сын айтуға болады, бірақ фактіні бұзуға болмайды ғой. Содан кейін мен архивтерден қарадым. Әзербайжанда 20 мың адам, тура Қазақстандағы жағдай басқа халықтарда да дәл сондай болған. Содан кейін сонысын қарағаннан кейін екінші бір видеосын көріп қалдым. Енді ол құлаққа түрпідей тиді. Міржақып Дулатов 24 сантиметр. 24 сантиметр деген мынандай ақ жер міне 24 сантиметр да. Оған қуыршақ та сыймайды. Кішкентай кәдімгі қуыршақ кішкентай. Сызық ішінде ғана бұл. Иә, 24 қуыршақ сыймайды жерге Міржақып Дулатұлы 18 ай сол жерде отырды. Сол жерде тамағын ішін, сол жерде дәретін сындырды, Құран оқып отырып, содан аман есен шығып кетті деді. Оны ана Шымкентте бір үлкен сондай жиналыс жасайтын жер бар екен. Атын ұмытып отырмын. Соған онда бәленбай адам қарап отыр. Бәленбай адам ана WhatsApp-қа, телефонға түсіріп жатыр енді. 200-300 адам ба қара. Енді онда жерге осы адамдар келе қоймайды, оққан-тоққан адамдар деп ойлаймын. Және сол көрген YouTube-тағы видеосын 500 мыңнан астам адам көріп сол кезде. Астында комментарийін қарасам, ой, мынау қазіргі заманның Әлиханы, қазіргі заманның Алаш ардақтысы деп соған табынып жатыр. Соған ары қарай мен айттым ғой, елдостанушы болдым деп. Бір 2 күн ба уақытымды соған арнадым. Бұл қандай азамат, неге бүйтіп айтады деген. Енді егер ғылым адам болса, неге бұл сондай соншама өтірік айтады. Соған қарасам бәрі бұрмаланған. Айтып жүрген нәрселерінің түгел болғанда 70-80% бұрмаланған, қолдан бұрмаланған нәрсе. Бұл қандай арам ниеті бар деген оймен зерттедім. Сонда ана 500 мың адамның ішінде бірде-біреуі мен адамның саналы, сыни ойлау, логикалық ойлауының жоғалып кеткені, критикалық ойлаудың да. 24 сантиметрге адам тұрмақ қуыршақ сыймайды бір адам айтпаған ғой. Мен ойладым, ол жерде қателесіп қалған шығар. Мүмкін 2 метр 24 сантиметр деп айтқысы келген шығар деп едім. Ол бір мектепке шақырады екен. Мектепке орындық тойып қойды, орындық 24-тен үлкен. Міне осындай жерге деп тағы да екінші рет айтты. Соңен айтым, бұл қателеспеген, ол әдейі сөйтіп айтып отырған. Артында ойлаймын, бір көлік бере ме, бұған ақша бере ме, сондай бір немелер тұр деп, өйткені ақылға қонбайтын нәрсені, және де тарихи фактіні бұрмалау. Бұл бұрмалаған адам бір ниетпен бұрмалайды ғой, бір ниеті бар. О кісіге кім көлік береді деп ойлайсыз? Бірдеңе береді дедіңіз ғой. Береді деп ойлаймын, өйткені кеше Европаға барып жатыр ма, 30 адаммен Мәскеуге барады, қыруар ақша ғой. Бұл қалтасының көк тиын ақша жоқ қой. Жақсы. Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдарын және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Сізді ғалым Жақияновпен не байланыстырады? Ол кісіге деген сіздің көзқарасыңыз қалай? Сіз ол кісінің қандай жақсылықтарын, сізге ол кісінің қандай жақсылықтары өтіп еді? Енді біз дос болдық. 94 жылдан бастап. Ол облысқа әкім болып келді, сол кезде таныстық. Мен сол кәсіпкер болдым. Соң кейін сол жердегі Семейдегі бір 40-тай мекеме Ант деген қоғам құрғанбыз. Ант. Орысша ассоциация национальных товаропроизводителей. Мүмкін өндіріспен айналысатын адамдар. Сол кезде бірге теннис ойнап, ары-бері сөйтіп араласып тығыз жүрдік. Соң кейін ол кісі Павлодарға облыс әкім болып барған кезде сол жиһаз фабрикасы 4 жыл тұрған екен, банкрот. Соң кейін соған өзі айтты, мен сол кезде кім деген Мұхтар Әбілязовқа айттым. Соң кейін Саудай Жанна деген мебель шығаратын, соған айттым. Тағы да бір кәсіпкерлерге айтып едім, ешкім алғысы келмейді. Өте үлкен завод, фабрика. Соны маған сәлемдеме айтып жіберді, осыны сен өндіріспен айналысасың, соны жүргізсең деп. Соң кейін мен барып көрдім. Соң кейін 1 жыл, жарты жыл ма аукцион болды. Содан мен аукционда қатысып, соны алып, сонда жұмыс істедім. Сонда араластық. Атқа мінетінбіз, теннис ойнайтынбыз.
Дос болдыңыздар ғой. Дос болдық. Одан кейін ДВК болған кезде мен енді саясаткер емеспін, таза кәсіпкермін. Сол кезде олар ДВК екіге бөлінді. Ақжол болып, ДВК болып. Сол ДВК-да қазақша сөйлейтін трибунадан халыққа бір насихат айтатын адам керек болды да, мен соның бір митингісіне шықтым. Соның кеселінен бүкіл бизнестен айырылып, мен 4 жыл Қытайда жүруге мәжбүр болдым. Жаңағы Ғалымжан түрмеге отырды. Жаңағы Рахат Әлиев артыма түсті деген мәселе сол ғой. Сол. Жақсы. Ғалымжан Жақиянов мырза қазір қай жерде? Хабарласып тұрасыздар ма? Қазір көп болды, байланысымыз жоқ. Енді достардың арасында бір болады ғой, бір тағы бір арамызда досымыз бар, Төлен Тоқтасынов. Оны да депутат Камикадзе дейді, парламентте депутат болып, ең алғаш Назарбаевқа 2001 жылы күйеу балаңыз осындай бассыздық жасап жатыр деп айтқан тікелей сол Төлен Тоқтасынов болған. Біз енді бір ортада жүрдік қой. Төленнің мен жан жолдасымын бірге. Енді депутатқа өткен кезде мен соның сенімді өкілі болдым. Соң кейін екеуінің арасында қазір үлкен қақтығыс жүріп жатыр. Жаңағы Ғалымжан мырза мен Төленнің арасында. Ол енді қоғамға кеңінен тарап кетті, көптеген видео шығарды, соттасып жатыр екеуі. Сіз Төлен мырзамен достығыңыз бар, жаңа сенімді өкілімін дейсіз. Ғалымжан мырзаның буынсыз жерінен пышақ ұрып жүрмін деп ойламайсыз ба? Жоқ, енді әркім өзінің ар-ұятына қарап, мысалы мен айтам, Ғалымжанмен маған былайша айтқанда жақындығы, жақсылығы көбірек болды. Өйткені ол сол кезде мысалы Павлодарға шақырмаса, мен барып жиһаз фабрикасын алмаушы едім да. Соң кейін кім болғанымды қалай енді мүмкіндігі болды да, Төлен тек қана былай дос. Екеуміз бір тиын арамызда бизнесте болған жоқ, ештеңке болған жоқ. Бірақ кім айтады ғой, кімнің айтқан, Платон менің досым, бірақ әділдік маған қымбат деп айтады. Шындық қымбат деген. Сондықтан осы жерде мен Төлен жағына шықтым. Былай айтқанда, бірақ Төленге де кейде бір болғанда айтам, маған Ғалымжан көбірек ықпалы болды, көмегі болды, саған қарағанда. Бірақ мен бәрібір әділдік жағын таңдадым. Ғалекең ренжіп жазған жоқ па сізге? Ренжіп жүрген шығар. Ренжиді ғой әрине. Жақсы. Адамның туған күні, айына, жылына қарап, адамның қандай екенін айту мүмкін бе? Жалпы бұл қаншалықты топастық деп санайсыз? Ғылым жағынан да, дін жағынан да ешқалай дәлелденбеген дүниеге сенетін адамдардың ақыл ой өрісі қаншалықты дамыған деп ойлайсыз? Бұны осыдан қанша енді Әл-Фараби 1100 жылы ма? Осыдан 1000 жыл бұрын Әл-Фараби бабамыз айтып кеткен. Бұл жаңағы жалға цифрлық немен сол кезде болған екен. Сол кезден бастап бүгінде нумерология дейді, сай дейді. Нумерология деген, бұның бәрі жалған ғылым. Сондай бір қыртқан нәрселер бар ғой? Иә, бұның бәрі алдамшы, жалған ғылым, лженаука деп айтады. Содан айтып кеткен, енді адамзаттың екінші ұстазы. Оған енді қатты айтсақ, білімсіздік. Білімсіздік, сыни ойлай алмау. Мысалы, мен де 31 қаңтар 61 жылы тудым, менмен бірге қаншама адам туды, мен білем, 31 қаңтарда туған азаматты білем, екеуміздің түрі тұлғамыз да, мінезіміз де мүлде басқадай. Тағдырымыз да мүлде басқадай. Мен ол жігіт жақсы білем. Енді сол айдың, күннің, жұлдыздардың тоғысу адамның өміріне қандай әсерін береді деген ақылға қонбайтын, сыймайтын нәрсе ғой. Ахметбек Нұрсила мырзаның бойындағы жаман қасиеттері қандай? Көп. Қыз балық біреу. Ақырын құтылып келе жатырмын, жаман қасиет көп. Абай атамыз айтқандай, бойдағы мінді санасам, тау тасынан аз емес дейді. Кез келген адам, мысалы, мен періштемін, мен бойымда жаман қасиет жоқ деп айта алмаушы еді. Қыз балық, сонан кейін әр нәрсенің басын шалу, мен жаман қасиетім. Бір нәрсені бастап аяғына жеткізбей, екіншінің бәстен бастап кету. Сонан кейін эмоция алдыға шығып кетіп, бағанағы пранк жасаған. Бірақ кейде оның пайдасы да болды. Жақсы. Әр нәрсенің жақсы жаман жағы болады. Бизнес жолында шәкірт тәрбиелеп, көп адамдармен сұхбат қыласыз ғой. Өмірде тәжірибесі аз адамдар өмірлерінде болып жатқан қиындықтардан, сәтсіздіктерден сақтар сынып қалып жатады, жолдары болмай жатады, құлшыныстары құм болып, жігерде жұм болып жатады. Жалпы қиындықтардан қалай құтылу керек? Құтылу үшін бір-ақ нәрсе, оған дайын болу керек та.
Мысалы осы жерде көрермендерге бір пайдалы кеңес болсын, ренж. Енді айтады, пенде болғаннан кейін ренжисің дейді. Кімге ренжисің? Әдетте жақын адамдардың, ең біріншісі жақын адамдарыңа ренжисің. Мысалы ағайын туғаныңа, ата-анаңа, балаңа ренжиді. Өйткені одан бірдеңке күтеді. Сол күткендегідей болмағаннан кейін ренжисің. Достарыңа ренжисің. Содан кейін біреуге жақсылық жасайсың да бірдеңе күтесің. Сондықтан адам ешкімге ренжімеу үшін ешкімнен ештеңке күтпеу керек. Әр ана өзіңнің пейілің дұрыс болмай тұрғаннан жоқ, олай емес. Ешкімнен ештеңке күтпеу керек деген мынандай бір ұстаным болады, установка, мынандай ұстанымды кіргізу керек та, осыны көріп отырған адамдар. Айтатыным, мынандай ұстанымды 100 рет, 1000 рет айтып, жазып, тыңдап, әбден соған бекіп алу керек та. Мысалы, барлық адамдардың мен үшін мейірімді, маған және әділетті болуы мүмкін емес, және тиісті емес деп. Осы сөзді қайта-қайта санаға әбден сіңгенше, барлық адамдардың маған деген әділетті және мейірімді болуы мүмкін емес. Ол мүмкін емес. Және тиісті емес, өйткені тура сенің жақсы, сенің керемет екеніңді кім дәлелдейді? Сен Құдай емессің, періште емессің. Екіншісі, бұл өмірдің мен қалағандай болуы, мен қалағандай бола қалуы бұл өмірде бәрі мүмкін емес және тиісті емес. Бұлай ғана қарапайым ғана философия, осыны оңген әбден санаға сіңіріп алғаннан кейін өмірден ешқандай жақсылық күтпейсің. Бұл бүркіт психология болмаса бөрі психология деймін, ұстаным. Мысалы, қасқыр ешқашан маған біреу жеме әкеп береді, мені күтеді деп күтпейді. Ол мүмкін емес. Өйткені қасқырда бізде ет қоректіміз. Біз біреуді өлтіріп жеуіміз керек. Қазір енді заман дамып кеткеннен біз өлтірмей-ақ жейміз, дүкеннен алып жейміз. Әйтпесе сен, мысалы, осыдан 1000 жыл бұрын сен не істейсің? Қоянды ма, бір бұғыны ма, арқарды ма ұстайсың, өлтіресің де жейсің. Тіріде жемейсің ғой ешкім. Ол жан бергісі келмейді. Сол сияқты сені де біреу жейді, тағы бір ет қоректі. Қасқыр ма, жолбарыс па? Тура сол сияқты жолбарыс, қасқырға ешкім оған дайындап бермейді. Ол соны түсінеді. Жолбарыс болсын, қасқыр болсын. Бүркіт те солай. Ал енді тауық психологиясы бүркіттен қарағанда. Маған жем әкеп берсін дейді. Күтеді. Болмай қалса ренжиді. Ит те маған ит аяққа тамақ құйып берсін дейді, болмай қалса ренжиді. Сондықтан бұл өмірде бәрі маған мен ойлағандай болуы мүмкін, солай тиіс деп күтпеу керек те. Бұл әлем қараңғы, суық, түсініксіз, көп жағдайда маған маған қиындықтар жасайды. Ол болуы заңды. Мен өзім күш қуатым арқылы соны жеңуім керек дегенде, адамның рухы құламайды, соған дайын болады. Ал былайынша, егер өмірде бәрі сені қалағандай бола берсе, ол өмір сүруі мәні болмайды. Мәні болмайды. Осы бизнес тәжірибеңізбен бөлісу мақсатында жаңа мектебіңізді аштыңыз, кәсіпкерлік мектебіңізді. Қанша шәкірт оқыды сізде? Сабағыңыздың құны қателеспесем 100-120 мың теңгенің арасында. Қанша салық төлегеніңізді айта аласыз ба? Қазір есімде жоқ. Осы немелердің арасында, сол сабақ өткізіп жүргендер арасында ең салық төлеген біз ғана болған шығармыз. Бизнес бастап болған сол кезде. Бір рет. Қанша шәкірт болды сізде? Жалпы саны? Жалпы саны, айттым ғой, 2015-тен бері санағанда 30 мыңдай болған шығар. 30 мыңға, 30 мың ар жақ бері жақ. Мен нақты санамаппын. 30 мың шәкіртіңіз болды, иә? 30 мың шәкірт. 7 жылдың ішінде басында 50 мыңнан басталды ол сабақ. Және ортақ есеппен 70 мың деп ала аламыз ба? Алайық. 30 мың көбейтілген 70 мың дейік. 2 миллиард 100 миллион теңге екен. 7 жылға бөл. Бөлінген 7-ге, дұрыс па? 300 миллион теңге әр жыл сайын. Енді 300 миллион, соны 12-ге бөлесің. Қырған ақша емес қой. Қазір 25 миллион теңге. Кез келген блогер, кез келген бір базардағы кәсіпкердің тауып жүрген ақшасы ғой. Сіз қанша салық төледіңіз осы соңғы жылда? Есімде жоқ. Мен бизнес бастау тоқтатып қойғалы 1 жылдан асып кетті. 1,5 жылдай болды. Бизнес таңдау деп өзгерді я? Жоқ, бизнес таңдау деп канал өзгерді, YouTube канал. Ал енді бизнес бастау 60 күн аламан курсын 50 ағым өткізімді тоқтаттым. Соңғы мен мына қазір сауықтыру, жан мен тән деген сол сауықтыру қарай, білім алуға қарай уақыт соған қарай кеттім де. Енді биыл осы 22 наурызда Талғат Сақан екеуміз QFO бизнес бастау деп
қайтадан бастайық деп жатырмыз. Жақсы, түсінікті. Істеріңіз оңынан болсын. Рахмет. Өйткені Ахметбек мырза, мен жеке басыңызға өте қатты жоғары баға беремін, құрметтеймін. Сізге баға беретін ешкім емеспін ғой, десек те қоғамда өмір сүріп жатқан адам ретінде өзіңізді құрметтеймін, бағалаймын. Және халықта осы сіздің еңбегіңізді осы шағын және орта бизнеске қатысты оны елеп ескереді деп ойлаймын. Сіз туралы қоғамда қандай пікірлер айтылған қалайсыз? Бәріміз әрине мені боқтасын, мені жамандасын деп ешкім қаламайды ғой. Мені біреу ұрсын деп ешкім қалай қоймайды ғой. Қандай пікір айтылса да ол әділ болса екен деп. Соң кейін мен айтатыным, кейде ұстаз деп айтып жатады, қай жерге қазірде мысалы жан-тән сауықтыру орталығында адам ой ұстаз келді, ұстаз деп айтады. Осы сөзден мен жасқанам. Өйткені менің ұғымымда ұстаз Әл-Фараби, ұстаз Абай, ұстаз Ахмет Байтұрсын. Денеңіз тітіркене ме? Олардың қасында біз енді тырнақтайда әлі олардың деңгейіне жете алған жоқпыз. Ол көлгірсу емес. Өйткені Ахмет Байтұрсынның сіңіріп кеткен еңбегін біз әлі бүкіл қазақ болып әлі соны түсіне алған жоқпыз. Шан теңіз, өте керемет адамдар болған. Оның қасында біз қарапайым бизнес тренер, коуч, қазір заманмен сөйтіп айтса болады да. Ал енді қазір мүлде медицина, әлемнің медицинасы емдей алмайтын аурулар емделіп жазылып жатқанда, ойбай, сіз қаламатсыз, сіз кеше тауға барғанда бір жігіт айтады да, ол да Жандарбек деген, былай ютубқа неме шығып өткен аңыз адам деп айтады. Менің ешқандай артықшылығым жоқ. Мектепте де қырғын болып оқыған жоқпын мен. 8-ші сыныптан кеттім, енді оқу озат та болғам жоқ. Енді кішкене математикадан жақсы болдым. Менің бірақ басқалардан артықшылығым бар, мен көп оқимын. Мысалы 8 жасымнан бастап кітап оқып келе жатырмын. Бірақ өте көп оқимын, сол оқыған тоқуға тырысамын. Соның арқасында көп оқыған адамның қай жерін шынықтырса, сол шынығады. Мысалы, кешке дейін гир көтере берсең, мына білегің шынығады. Жүгіре берсең, аяғың шынығады, марафон. Өкпең шынығады, өседі. Сол сияқты көп оқыған адамның миы шынығады, ақпарат қабылдап мүмкіндігі. Мен сол ғана, мен басқа қарағанда айтамын, саған қарағанда көп оқимын. Кез келген өзім замандасыма қарағанда өте көп оқимын. Ғылыми кітаптар оқимын, сол ғана. Соң кейін бүйтіп айтсам, мына кісі көп оқыған, ол үлкен керемет қасиет емес қой. Көп оқыған, сондықтан көп біледі. Ол сол бар болған сол. Бар болған сол. Ал кез келген адам көп оқыса көп біледі. Кез келген адам табысқа жеткісі келетін болса, ізденіс оның бойында болу керек дейсіз ғой. Көп еңбектенсе көп табыс табады. Жақсы. Сіз өзіңіз бай адамсыз ба? Мен негізгі байлық дегенге қарсымын да. Бағана бай бақуатты болсын, қазақ бай болсын деп айтқан нәрсеге мен қаным қарсы. Өйткені бай деген кім? Қазір байлықты қатты насихаттап жүр да, мысалы. Бағана омарларда жемесең де май жақсы, бермесе де бай жақсы деген. Бай деген өзінің тұтына алатыннан артық дүние жинаған адамды бай дейміз. Мысалы, бай қасқыр, бай жолбарыс, бай бүркіт болмайды. Кедей бүркіт болмайды, келісесің бе? Табиғатта әділдік. Ол өзінің қасқыр бар, 10 киікті өлтірмейді ғой. 10 киікті өлтірмейді, 10 апан салып алып, 10 апанды қорғап жатпайды, кірмеңдер деп. Өзінің бір апаны бар. Бүркіттің бір ұясы бар, бір тамағын ғана жейді болды. Артық сырап қиянат жасамайды. Ал адам, кей адамдар мысалы аш жалаңаш отырса, бір адамның басында 3 қабат үйі бар, 5 көлігі бар, самолет, вертолеты бар да, ол адам жалмауыз деп есептеймін. Сондықтан бай болу деген ол ауытқу. Біздің қоғамда жалмауыздар көп па сонда қазір? Бізде анша көп емес, бай. Бірақ енді сөйтіп кеткен ғой мысалы. Мысалы Швеция, Норвегия сияқты сондай азаматтық қоғамдарда өмір орташа тең. Совет аңсайтын сол адамдардың. Советте бір мөлшер тең ұстаған, бірақ бәрі кедей болды. Егер сол кішкене жоғарырақ болса, мына Даниядағы сияқты, Финляндиядағы сияқты адамдар енді тапқан табысы ішіп жегеніне, үстіне киетін киіміне, бір кішкене бір баспанасына, астына бір көлікті қажетті жоқ, таксимен жүре берсең, бір минутта келеді. Осы күнге дейін жаңа пәлен мың шәкірт тәрбиеледіңіз ғой, өсірдіңіз, үйреттіңіз. Соның ішінде алаяқ шәкірттеріңіздің іс-әрекетін көрген кезде қандай күйде боласыз? Қателеспесем, Астарлы ақиқат деген бағдарламада Дина Төлепберген дейтін журналист ханым бір
жігітті шығарды. Осы Ахметбек Нұрсұлтан мырзаның шәкірті деп. Бұл жағдайға не дейсіз? Мен шәкірт дегенде маған 2 ағай аламанда 2 ағай оқиды. 2 ағайдың ішінде сенбі жексенбі күндері сонда 8 кездесу. 8 кездесуде 2 айдың ішінде адамды мүлде миын өзгертіп басқа адам жасап жіберу мүмкін емес қой. Мысалы 10 жыл мен 1-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін 1-ші классқа дейін мен оны класс жетекші болсам, менің шәкіртім деп айтуыма болады. Тіпті 5 жыл университетте, ал былай қалай енді? Болмаса мен оның қасында жүріп 3 жыл, 4 жыл, 10 жыл тренер болсам, қасымда ол айтуым болады, менің ойым, құндылығым оған сіңірдім деп. 2 айдың ішінде 8 кездесуде мен оған неме сіңіріп жүрем. Ондай адамдарды көргенде не істейсің енді? Аяушылық сезім, өйткені ол адамгершіліктен жоғалтып отыр ғой. Адам кейпінде, адам кейпінде, бірақ ісі шошқаның ісін істеп отыр. Оған адамға тек қана жаның ашу керек. Сау адамның тамағын жеп, шошқаның тірлігін қылады дейсіз. Айналаңыздағы шәкірттеріңіз сізді қалай, не деп құрметтейтін, қалай атайды? Жаңа айтып отырсыз ғой, асқан сенімділік болды деп. Жан ағам дей ма, мүмкін біздің ағай дей ма? Жоқ. Ағай деп айтады, маған сол жеткілікті. Маған мырза деген сөзден. Болашақ президентсіз дейді, ел аға деп айтам екен, сіз керемет, сіз ғажапсыз дейм екен. Жоқ, мен ондай сөздерге тиым салам. Бәрі білет, мақтағанды, көзіме мақтағанды, сыртымнан не айтса мен естімеймін ғой. Негізгі мырза деген сөзді мен өте жек көрем. Мырза деген ана адамды бір көтеріп өзіңнен жоғары қою да. Сондықтан жай ғана адамгершілікпен да. Мені жасым үлкен болғаннан кейін ағай, Ахметбек ағай, болмаса жай ғана ағай. Енді бәрі сөйтіп айтады. Ағайға бардық, ағай келді жатыр, ағай айтты, болды. Ағай деген кезде Ахметбек деген адам тұрғаны. Болашақ президентсіз деп айтпай ма сізге? Айналаңыздағылар? Оны ана сол пранк жасардың алдында каналдың бәріне жазды. Міне сіз неге бармайсыз, сол президент болуыңыз керек, қазақ президент сіз ертінде көреміз деп бәленбай 1000 комментарий жазылды. Мен оған соған далақтап мен президент болады екем деген менде сондай үлкен немене болған жоқ. Былайша айтқанда қазақтың кез келген адамы неге жасы кез келген президент болуға ұмтылмасқа да, мысалы. Ал енді ол үшін амбиция керек қой. Менде саяси сондай амбиция мысында болған жоқ, болмайтын да шығар, болмайды да. Жақсы. Неге осы бизнес тренерлердің өз бизнестері жоқ? Кезінде орыстың Партнягин деген алаяғын көрдік қой, жағдайы не болған? Евгений Чернявпен сөйлескен кезде өзінің кәсібіндегі үстіне қалатын пайдасы қанша, шығыны қанша екенін де білмейді. Маржа деген қалай ол бизнеске үйретеді мысалы? Өзіңіз сияқты Қуаныш Шонбай мырза бар, елге ақыл айтты. Аманжол Рысмендиев айтты, елге ақыл айтты. Жаңа тілге тиек етіп жатсыз, Омар Жәлелұлы елге ақыл айтып жатыр. Ақыл айтудан шаршаған жоқсыз ба жалпы? Ең сорлы қазақ, ең тыныш отырған қазақ бір кебіске кигізіп отырады дейді. Ол деген сөз біреудің біреу айдапса, бірдеңке айтып отырады. Ал ең сорлы қазақ күнде 2 адамға ақыл айтады екен дейді. Сонымен мен қалжыңдап айтамын, мен сорлы емеспін, сондықтан күнде 4 адамға ақыл айтуым керек деген. Бұл да мысалы ұстаз мектеп сабақ бере білу, ол да кәдімгі машық адамның өнері. Мысалы біреудің домбыра тартуға бейімділігі бар, біреудің доп ойнауға, біреудің ұсталыққа деген сияқты да. Сонда естіген, қабылдаған біліміңді біреуге үйрету, ол да адамның бойынан бір қасиетті бір талап етеді. Менде сол мектеп жасынан бастап бар. Өйткені мен ертегі көп оқыдым да, одан кейін мұғалімдер сабақ 90 аяғын сабақ қорытатын кезде бір күні журналға бірдеңе толтырып сабақ қорытып жатады, сабақ жазып жатады. Сол кезде балалар шуламасын деп мені шығарып қояды. Мен ертегі оқимын. Сонда қай пәннен болса да, қазақ тілі, тарих, басқа келеді біледі, ақай шық дейді, мен шығымда тақтаның алдына шығып балалардың назарын ұстап отырамын ертегі. Содан бастап, одан кейін староста болдым. Алған білген нәрсемді біреуге үйрету, ол да қабілет қой. Сол қабілетім дамыған шығар, мен одан шаршамаймын. Сонымен айналысып келе жатыр. Енді мен істегенімді мен кезінде мысалы өндіріс, ет комбинаты, бір ет комбинаты, содан кейін саудамен айналыстым, жанар-жағармай бекеттері Қытайдан Семейге дейін, тон цехын нөлден бастап салдым, жиһаз фабрикасы. Содан
түріктермен істедім, американецтермен істедім, итальяндықтармен 4 жыл жұмыс істедім. Содан жинаған бәрі тәжірибе ғой. Соны қазір алдым. Қазір бизнесіңіз бар ма? Қазір маған бизнес жаса десем, менде ешқандай қиындық тумайды. Мысалы, термопанель деген бизнес мен нөлден бастап қойдым. Қазір ұлым айналысып жатыр. Үлкен ұлыма бердім, сен айналыса бер деді. Қазір мен тағы да бір өндіріс, мына ағаштан массаж жасайтын, соны кішкентай бастап жатырмын. Бағанағы айтқандай, оны мен соны бастадым, бір өндіріс аштым, содан 100 миллион, миллиард таптым, оны мен не қылам? Өзің көзің тірісінде қызығын көрмейтін, кейінгі қалатын, енді абай айтқандай, тіленшек ұры залымның аздығын тауып беремін деп қалған өмірімді сарп қылар жағдайым жоқ деп абайдың сөзін тек қана тыңдап емес, естіп қана қойып істеу. Қазір мен мысалы денсаулық саласында дәрісіз, дәрігерсіз өмір сүру, дәрігерсіз өте күрделі аурудан айығып жазылу саласында еңбектеніп жатырмын. Сол бір жағынан ол маған бизнесімде, бірақ енді ол өте табыс аз әкеледі. Өте аз әкеледі. Айтым 30 мың теңге, мысалы мен марафон. Суицайдікі миллион теңге. Енді маған оның келетін табысы маңызды емес, қанша адамға пайдасы тиетіні маңызды. Түсінікті. Өзіңіз ақылды адаммын деп санайсыз ба өзіңіз? Ақылды адам деп кімді айтамыз? Жоқ, өзіңізді сіз ақылдымын деп санайсыз? Жоқ, соны бұның неменесі көп қой, критерий көп. Ақылды адам деген. Ақмақ деген... Өзіңіз қалай түсінесіз жалпы осы сұрақты? Сіз өзіңіз ақылды адам деп қалай түсінесіз сол мақсатта? Ақылды адам деген, мысалы, білімді деген сөзді бар да, бірдеңкені біледі. Кейде қазақ айтады, мысалы, менің анам Қытайда тұрған, жайлауда жүрді, оқымаған, осында келді, 88 жыл өмір сүрді. Сол кісінің айтатын бәрі білімді деп. Ол кісі әріп танымайды. Біліп танымайды. Бірақ ол кісі ақылды дана болды. Ақылды деген адам, ақылына жүгінетін адамды ақылды адам деп айтады. Білімді адам деген сөз, сол білген нәрсесін, жинаған нәрсесін. Ол міндетті түрде, ол интеллект емес. Мысалы, физикадан ғылым докторы болып, ақмақ болуға болады. Мысалы, математика ғылым докторы болып, бірақ ақмақ болуға болады. Өмірде бір ақылға сыймайтын қылықтар жасауды. Ал енді ақылды адам деген сөз санасын, мысалы, санасына жеңгізе алған. Мысалы айталық, ол ғылым докторы, тіпті Нобель сыйлығын алған профессор дейік, темек тартып отырса, ол ақылды ма? Сол адам темек тартып отырса, ол ақылды ма? Бәлки жоқ. Енді қара, темекінің денсаулыққа тек қана рак тудырған өзінің ақшасына, өзіне ауру тілеп отыр. Түтін жұтып, өзіне рак, туберкулез ауруын сатып алып отырған адамды ақылды деп айту қиын. Келісесің бе? Әбестік болады. Мысалы, қант, шайына қант салып ішіп отырған адамды 3 қасықтап қосатындар бар. Мысалы, тіпті 1 қасық болсын. Болмаса 1 шақпақ салған адамды ақылды деп айту өте қиын. Өйткені қант химия. Ол қант диабетін апарат, ол тәтті, семіздік апарат, түрлі аурудың бастауы. Жаман ауруға, ракқа дейін апарат. Оны ақылды деп айтуға болмайды. Сондықтан мен өзімді ақылды деп керемет айта алмаймын, бірақ көп жағдайда қазір соны істейтін ісімді, әрекетімді сараптауға тырысам, ақылды болуға тырысам. Былай жақында ақылды болуға тырысып жүрген адам деп айтсаңыз болады. Өз тренингтеріңізді, сабақтарыңызда алаш ордалықтарды жиі насихаттайсыз. Біреулер айтып жатады, алаш қатысқанша, бизнес қатысқанша деп, ол сұраққа жауап беріп қойдыңыз сіз. Мен қайталап бір сұрақты қоя бергім келмейді. Осы алаш тақырыбын айтып жүргендер бүгінде көп та. Осы тақырыпта айтып халықтың былайша айтқанда шаршатып жүрген жоқпыз ба? Сосын біреулер айтады, неге десек, біз алаш қайраткерлерін тек бір 30-ын танырмыз, 40-ын, 100-ын танырмыз, жаңа атылған 30 мың, 40 мың, 100 мың алаш қайраткерлерін танымаймыз. Неліктен өзіңіздің қолыңызда қаражатыңыз болды, танымалдылығыңыз, біліміңіз бар, қауқарыңыз жетеді сол тақырыпты ашуға. Неліктен ол әрекетке бармадыңыз? Жоны тану не әкеледі? Біз сол кісілердің білімімен, жасаған әрекеттерімен, рухымен сусынданамыз ғой. Сонда мына
ел алдына шыққан танымал дейтін. Қазір көше әкесең көп адамдар Әлиханның суретін кейбіреу танымайды. Бірақ енді есі дұрыс қазақ кітап оқитын адам Әлиханды таниды, Міржақып таниды, Ахмет таниды, Мұстафа Шоқай таниды, Мағжан таниды. Осы мысалы жаңа 5 адамдан Жүсіпбекті тануы мүмкін. Ол 5-6 адам, бір 10 адам шығар. Сұлтанмахмұт Торайғыров таниды, Мұхтар Әуезов таниды. Бір 10 адам дейікші, өте танымал адам. Солардың еңбегінің 1%-ында оқыған адам аз. Басқасын құратын білгеннен не шығады? Мысалы Нәрсеков деп айтты. Мысалы көп адам тани қоймайды. Атын білесің, одан не шығады? Кімге не түседі? Ал енді осы керемет еңбектеніп өтті көп тер төгіп еңбек жазып кеткен адамдардың соның өзін оқымағаннан кейін. Сонда насихаттау деген сөз, ол адамдар тілімен емес, ең бастысы олар неге насихаттау, өзінің өмірімен көрсетіп кетті. Мысалы біз айтуымыз мүмкін елім, жұртым, халқым деп. Жүзінде мысалы сен сол үшін түрмеге бару, сол үшін жаныңды беруге көбі жанкештілік көрсетуге мыңнан бірі, миллионнан бірі қолы келеді. Олар көрсетті бәрі. Сол жерде бір үркердей топ болды, керемет. Өкінішке қарай соларды тек қана атын білеміз, затын білмейміз, еңбегін білмейміз. Кеше Оян қазақ деген фильм шықты. Мысалы соны халық барған жақсы болды. Бірақ сол қайсысы Міржақыптың бір ауыз өлеңін біледі, Міржақыптың еңбегін біледі, тіпті өмірбаянын біледі. Соны шыққан сұрасаң 1% да білмейді. Тура сол сияқты Ахмет Байтұрсын да сол, Әлиханды да сол. Тек қана атын біледі. Ақын деп біледі ғой ол көбісі. Әдебиеттен ақын ғана деп ойлайды. Болды. Түсінікті. Әдемі жауап болды. Өзіңіз осы жаңа жанкештілікке мыңнан бірі, миллионнан бірі барады дедіңіз. Алаш ордашылар сияқты құрбан болуға дайынсыз ба? Сондай сәт туса. Дәл сондай сәт. Енді ол құрбандықтың ар жағында бір ақмақтық жайған еді. Батыр бір оқтық дейді ғой. Ол енді немене болады? Тәуекелге барғанда, бір құрбандыққа барған кезде артында бірдеңке тұрса, осының артында. Тек қана құрбан болып кеткеннен одан түк шықпаса, ол бос өлім болады да. Мысалы, Ағаділ кеше қаңтар оқиғасының алдында шығып нетіп жүрді ғой, мысалы. Өлтіріп тастады, ешкімнің дымы кеткен жоқ. Биліктің де дымы кеткен жоқ, халықтың да. Халық тіпті жарайды соған нетсін да, ескеріп, ойбай деп жыласын, жоқтасын. Жаңағы жігіт сияқты пост жазды болды. Пост жазды болды, бір адам. Мен де пост жаздым, болды, ол ұмытылып қалды. Ал енді алаш ардақтылары қазаққа егемендік мына көзін ашты, содан кейін автономия құруға үлкен себепкер болды. Шарлатандар ғой, оның сабағына бармай қойыңдар деп кейбіреулер айтып жатады. Не ойлайсыз сол жөнінде? Енді әркім өзінің ішінде не бар соны айтады ғой. Жалпы кез келген нәрсеге пікір айту үшін соны барып көріп, қолмен ұстап барып пікір айту керек та, әйтпесе үстіртін болады. Мысалы, мен өткен жолы Таптым-ау сені деген фильм жайлы маған көрермендерім сұрақ қойды, аға бардыңыз ба, көрдіңіз ба деп. Содан кейін Дәстүр деген фильм жайлы. Мен шәкірттерімді айтты, содан кейін мен айттым, сырттан қалай айтамын, бармасам. Содан барып көрдім де пікірімді айттым. Сондықтан сол шарлатан деп айтып жүрген адамдар келіп көріп әңгімелесін, содан кейін пікірін айтсын. Ана күні Харакетке де мысалы соның 1-2 ғана маған қатысқан екен, 2-3 30-ның 27-сі қатыспапты. Соларды айтады, мысалы, біз ағаны білмейді екенбіз, білімін, оңген мен фотоға түскен, сол тренингтен видео салған, сонда маңайдағылар айтады екен, мынаны немесін тыңдап жүрсін дегенде, солардың бәрі айтыпты. Сіз келіңіз де тыңдап көр, сол кезде пікірің өзгереді. Астырттан біле бермейді ғой. Үстіртін пікір. Әншілерді, әртістерді шегіртке дедіңіз. Олар қоғамда болып жатқан жағдаяттарға құдды бір қатысы жоқ, қоғамдағы болып жатқан қиянаттарға пікірлерін білдірмейді деп айттыңыз. Шегіртке дедіңіз. Шегірткелерді көргенде қандай сезімде боласыз? Шегірткені, егінге түсіп жатқан шегірткені көрген кезде қандай сезімде боласың? Тура сондай сезімде боласың. Өйткені мен оларға қатты, әйтпесе олар менің бәсекелесім емес, мен әнші емеспін.
бағанағы ат жүгіртіп жүрсем бағана айтты ғой сен көре алмайсың деп айтты да, бәйге салып жүрген жоқсыз. иә бәйге салып жүрген жоқпын. Мен Головкинді бір кезде айтқам, осыны неменеге осы нетесіңдер, халықты бұзып жатыр деп. Өйткені балалардың бәрі боксер болсам деп соны қуып балабақша сөйтіп кетеді. Ол айтады көре алмайсың дейді. Мен көре алмайтын, мен боксер бәсекелесім болса айтуыма болады. Сол жақ мен әнші емеспін. Неге дегенде қазір жастар балабақшадан бастап бәрі әнші болғысы келеді. 100 баланың 90-ы әнші блогер болғысы келеді. Не блогер болғысы келеді. Қазір бала әнші болғысы келеді. Ережесі жекпе-жек. Күндізін көрген ММА төбелескер болғысы келеді. Енді осы дұрыс па енді? Енді бәрі сондай, соны қуаласа, онда адам не нәрсеге уақытын арнайды, басқа нәрсе қалады ғой. Мысалы, әншілердің қайсысын алсаң да білім өте таяз. Олардың ақылы тамағында резонатор. Соны қасиеті ғана, дыбыс шығатын резонаторы бөлек. Мысалы, менде ондай резонатор жоқ. Сол үшін оны қадірлеп, соны көтеру, мысалы, ол ауыл шаруашылығында, бір медицина саласында, басқа техника саласында елді өркендететін, көп адамға пайдасы тиетін бірдеңені жасаса, оны құрметтеуге болады. Бізде бәрі жетісіп, сол ғана бір іс сындырса дейсіз ғой. Жоқ, хихи-хаханы ғана базалайтын. Ырду-дырду ғой сол. Арзан ойнап. Халықты бүлдіріп жатыр, ұрпақтың санасын улап жатыр. Содан кейін олардың бәрі лотерея ойнады. Түгел, бүкіл әншілер. Енді ол арамдық қой енді. Жаңағы шелеккелердің қатарында деп жаңа әншілерді айтып отырсыз ғой. Қайрат Нұртас, Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, сізбен бірге заң болмаса жағаңызды жыртуға таяған Айгүл Иманбаеваларды көрген кезде не ойлайсыз? Ештеңе ойламаймын, не ойлаймын енді. Не ойлаймын? Енді әркім өзінің ойындағысын ойлайды ғой, көрген кезде енді осы арқылы күнін көріп жүрген адамдар, мысалы, тамақтың резонаторы арқылы. Түсінікті. Президентпен жүздессеңіз, қандай сұрақ қояр едіңіз? Мүмкін бір өтініш айтасыз ба? Сұрақ қоймас едім. Өйткені мен мөлшермен біліп отырмын, оның не нәрсеге шамасы келді, не нәрсенің шамасыға келмей жатқаны. Өйткені қырғын ақша кеткен, өте үлкен сомадағы ақша, енді адамның қиялына сыймайтын. Қазақстанның 15 жылдық бюджеті дейді, әртүрлі соманы айтады. Аз емес екені, енді аз емес екені бәрі қарапайым базардағы сауда жасап отырған, телешке итеріп жүрген адамға дем біледі, ауылдағы қарияға дем біледі. Енді және ықпалдар өте керемет. Жан жақта халықаралық ықпал, мысалы Путин бар, Ердоғанға барып ықпал жасай алады, ақшамен де жасайды, басқасымен де жасайды. Оған қазір президенттік шамасы келмей жатыр оларда. Ақшаны түгел қайтарып әкеліп, Қазақстан үлкен өзгеріс жасауға енді шамасы келмей жатыр. Сыртта да, іште де. Енді өтініш айтатыным, мысалы тек қана немен емес, мысалы қазір көбінесе сол сыртқы саясат, сол немене ғой, ішкі реваншистер дейді, солармен теке тіреспен уақыт өтіп жеткен шығар. Қазір мына өскелең ұрпақтың кішкене алға қарай қарап, жастардың білім ғылым, қазіргі заман клиптік ойлау, адамдардың білім, кітап оқымайтын заман келді. Бұл үлкен қауіп. Егер онда елді кім асырайды, кім ғылымды кім дамытады. Мына балабақшаға, мектепке қатты көңіл бөлінсе, ұрпақтың тәрбиесіне, жастарды қалай тәрбие алып жатыр, идеология қандай жүріп жатыр, қандай білім ғылым жетіліп жатыр, соны озық елдерде қандай тәжірибе бар. Мысалы Жапонда мына балаларда телефон ұстатпайды. Мысалы өткен жол бір сурет қатты тарады, аэропортта отыр, 300 ба көп жастың Жапонның балалар бәрі кітап оқып отыр. Түгел жап-жас балалар, 10-12 жастағы балалар. Бізде кітап оқитын ұрпақ азайды. Яғни білімсіз ұрпақ өсіп келе жатыр. Оны тексерудің де бір мынандай керемет лайфхагы бар. Ұлттық кітапханаға кез келген қалада барса, адам саны көреді өзі адам. Сол ұлттық кітапхана емес, ол балабақшадан бастап, мектептен бастап ұлттық идеологияны, білімді насихаттау және оны тексеруді, бұл үлкен нәубет. Мына әлеуметтік желі, TikTok, Instagram, балалардың отыруы, соны шетелдің мультиктерін көрді, саналар уланып жатыр. Сол сана улануына жол бермейтін бір мемлекеттен арнайы программалар жасалса деген бір солай айтатын, солай өтініш айтатын. Тұңғыш президент Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев мырза жайлы жаман айтатындар көбейді. Ол кісі жаңағы биліктен кеткеннен кейін, мінберден кеткеннен кейін. Осы құбылыс жайлы не ойлайсыз? Ол кісінің құлауы деп бір ескерткіш қойыпты. Ол қаншалықты дұрыс әрекет? Дұрыс. Ол кісі барында үйтіп айтылмағандар күшік құсап қыңқысылап бүгінде сайрап жатыр ғой. Енді барымды айту үшін дұқ керек қой. Бәрі ондай батыр емес. Өйткені қазақтың бойында үрей бар. 300 жыл Ресейдің табанда отырған ана ашаршылық кезінде, мысалы сен өзің жергіліктісің ғой, жергілікті болсаң, сенің ата бабаң 30 жылдар ашаршылықта болды, солай ғой. Сол үрей ол неме кеткен жоқ. Ол атадан балаға, мысалы сенің көзің, мұрның, құлағың ұқсайды ғой. Сол сияқты сенің психологиялық та мидағы ақпарат келеді. Ол міндетті түрде отыр. Ол үшін кінәлауға болмайды. Мысалы мен саған айтсам, неге сенің 30 жылдар бабаларың ашаршылық заманда Қазақстанда өмір сүрді, неге олар ашаршылыққа ұшырады деп айтсам, сені кінәласам, айтасыз ғой, мен қандай қатысым бар оған? Мен 4-ші атам шығар, мысалы да. Сен ықпалың жүрмейді, солай ғой да. Оған сен кінәлі емес. Сен кінәлі емессің. Сондықтан сенің бойыңда үрей болса, оған сен кінәлі емессің. Ол ана жақтан келе жатқан үрей. Мысалы, менің әкелерім, аталарым конфискациядан қашып Қытайға өтіп кетті. Оған мен де кінәлі емес, олар да кінәлі емеспін да. Не болмаса бала шағасы түгел қырып тастау керек, қырып тастайтын еді, не болмаса қашып құтылды. Ол да үрей қалды. Мысалы, Совет әкеп, сол үрей отыр біздің ұрпақ немене де. Мысалы, империясы бар, империя болған елдердің кеудесі астан болады. Ресей бір кез империя болған, әлі оларда имперский немелесі бар. Түріктер империя болған, империялық өздерінің бір көзқарасы, өзінің ұстануы. Ағылшындарда мысалы өзін жоғары ұстайды, өйткені олар бір кездер ел басқарған, әкесі, атасы бәрі ел басқарып, өйткені анау қанмен идеология беріледі. Оған сондықтан ешкімге үйтіп ренжіп, сын айтып керек жоқ та. Ал енді неге соны айту керек деген кезде, қазіргі басшылар ойлану керек. Ертең мен осыны істесем, ана кімнің Назарбаевтың қылығын істесем, менің де артынан осылай болады деген. Оларға айтылған ескерту. Түсінікті. Қызым саған айтам, келінім сені тыңда деген сөз ғой. Жақсы. Қаңтар қырғыны кезінде қайда болдыңыз? Алаңда болдым. Алаңда болдыңыз. Халықпен бірге. Болдым, видео, Фейсбукта бәр жерде тұр. Түсінікті. Не көрдіңіз ол жақта? Не түсіндіңіз жалпы? Мен болғанда түн ішінде маған 12 кезінде ма жастар телефон шалды. Сол менің қасында жүрген бір азаматтар, Жанболат деген. Жанболат емес, Жантұрсын деген азамат. Аға, мында қырғын болып жатыр, келіңіз, сізді сұрап жатыр деп. Соны бірден киініп алдым да бардым. Абай момышұлында қарасам, ана шит алып алған бәленбай әскер, полиция келе жатыр, мына жақтағылар қашып келеді. Ана бомба жарылып, басына келе жатқанда мен шынымен бір соғыс бомба жарылып жатыр екен деп қалдым. Машинамен, көлікпен келе жатқам. Соны көлікті бір жерге қоя салдым да айттым, мына бомба жарылып жатыр десем, ана граната ғой. Дауысы керемет енді. Бомба жарылған сияқты қасыңа құлағанда. Бір адамның көзін шығарып жіберді. Сол жерде көргенім, басында мені көргенде бір жастар жылап жіберді. Шынайы жүргенде бар арасында да. Ой, аға келді, менің маңайыма топталып, 100-150 адам жиналып. Соң кейін басында айттым, біз демек керек жоқ деп. Төбелес демек керек жоқ. Бейбіт, мен басында да сөйтіп шығарам бердім. Өйтсем адамдар өрт сөндіретін немелер бар, сол жердегі багар, сол лом, соны қолдарына алып алған. Соңы мен жинағаннан кейін әкелерге айттым, тастаңдар мыналарың деп. Сен мынау мен кімдерді, аналардың қолында автомат бар. Мынау мен сен мынау лом мен автоматқа қарсы шықпасын ба, кімді қиратасың? Мынаны тастаңдар. Біз бейбіт түрде жиналып, қазір қанша халық болады, сол бейбіт шеру жасайық деп. Сонда анау бірақ қырғын болып отыр, сол кез бәрі біз бейбіт түрде ғана нетуіміз керек, қарсыласуымыз керек. Екіншісі, мынаумен шықсаң, сен атып тастайды болды. Мынау ломмен сен мылтыққа қарсы шыға алмайсың деді. Сөйтіп едім, одан кейін қолдарында неме сыны шыбағандарын байқадым. Соны біреулер айғайлай бастады, мынаның өзі билік жіберген провокатор, басын жару керек деген. Айғай шыға бастады. Содан кейін ақ жерде ананы тоқтатып сөйтіп жүрген кезде біреулер кафе, ресторанды сындырып, ішінен орындықты алып шығып, соны өртей бастады. Содан мен қасымда енді мені қолдап жүрген азаматтар әгілерге барып, әгілер тоқтатып, мен әгілер ұрыстым енді. Естерім дұрыс па? Сен кімге қарсы шығасың? Билікке қарсы шықсаң, сен мына ресторанның қандай қатысы бар? Ол біреудің дүниесінде нең бар деп. Тырмысып несие алып жасаған шығар. Сөйтіп жаса, содан кейін оны тыңдамайды, ана үстіне бензин құйып жіберіп жағып отыр. Содан кейін келеді, автобустар төңкереді.
Олармен арпалысып, ақ жерде біз полициямен емес, әгілермен арпалысып кеттік те. Бірақ саны көп. Сөйтіп тұрған кезде бір 2 сағат, 3 сағат әбден шаршадық. Одан кейін бір үлкен екі қабат автобус, жап-жаңа. Ішінде адамдар отыр екен, біреулер мынандай тасталып, әкім терезесін лақтырып. Ішінде әйел адамдар отыр. Аға бірден келсең өзінің басын жарады. Соң қасымда 3 жігіт жүрген, айттым, қой, біз өзімізді өлтіріп самай тұрғанда қайтайық деп. Соң қайтып келдім. Үйге келсем, есік алдында 2 көлік, 2 машина тұр. Білдім, КНБ, өйткені телефонмен жоқ, әкеткен жоқ. Телефонмен сөйлесіп жүресің ғой енді. Бірден мен былайда мен немедегі адам ғой енді. Саяси көзқарас дұрыс емес. Соңғы білдім, қазір әкетеді деп ойладым да, үйге кіре салысымен Абзал Құспанға телефон солдым. Адвокат. Адвокат, қазір депутат қой. Оны да көргем, кешке көргем оны, сол алаңда ұйымдастырып жүрген. Таңғы сағат, ол бірден телефон алды. Мен түнімен жүріп ұйықтап жатқан шығар деп. Соң Абзал дедім, мен де сол немеден келдім. Есік алдында 2 машина тұр, мен күзетіп, қазір әкететін шығар деп едім. Видео бар ма деді немеден. Неменеге бардың деді. Мен айттым, осылай басбұзарлық болды, тоқтатам дедім, өртеп жатқан немелер тоқтатпақшы болдым. Шамам келмеді, адам көп ішіп алған, оның ішінде провокаторлар ұйымдастырып жүргендер. Сол видео болса, соны Фейсбукқа салыңыз деді. Соң кейін жаңа қасымда жүрген жігіттерге алып едім, олар тез бір 2-3 минутта видео жіберді, соны Фейсбукқа тез пост жаздым. Міне жарылып жатқан, соғыс болып жатқанын көрдім. Одан кейін жаңа жерде менің қойыңдар деп жатып айғайлап жатқаным түсіп қапты бәрі. Сол 2-3 видеоны салдым. Соң кейін айттым, мен бардым, түнде қырылыс болып жатыр екен, ішінде жүрдім, тоқтата алмадым. Соң кейін деп соны салдым да ұйықтап қалдым. Түстен кейін оянсам, кісілер жоқ, бірақ көлігім қалып қалған. Соны немені Масанчида балаларын жіберген, көлік тұр екен, ешкім тиіспепті. Мен бағыма қарай. Осы жасқа келіп өмірде не түсіндіңіз? Өмірдің өткінші екен. Өткінші, қанша тыраштансаң өтесің. Сондықтан адам өмірге қонақ жақсы келіп, жақсы кетуге тырысу керек. Қарапайым философиясы. Алғанды ғана білетіндер көп. Ішсем, жесем, толсам, өзім дейтіндер. Мемлекетіміздің даму үшін қандай пайдамызды тигізіп жатырмын деп ойлайсыз? Кім? Сіз? Мен өзім? Мен өзім адамдар сауықтырып жатырмын. Соның кейін 30 мыңнан мүмкін одан да көп менің жай ютубтағы сабағымды көріп, кәсіп жасап кеткендер өте көп екен. Көшеде тоқтатып алып, күнде естимін. Кеше Астанада келіп бәрі фотоға түсіп айтып жатады. Сонда мемлекетке масыл болмай, өз күнін өзі көре алатын біраз адамдарға көмегім тиді. Менің мемлекет көмектескенім сол шығар. Президенттің саясаты да сол қазір. Біз өз бетімен өзі өмір сүре алатын азаматтарды көбейтуіміз керек деді соңғы бір сөздерінде. Осы сұхбатта қай жерде өтірік айттыңыз аға? Өтірік айтатындай. Өтірік айту үшін соған бір себеп керек қой. Не үшін, мысалы, өтірік айтады адам, басын араласып қалу үшін, қылмыстан, бірдеңкеден мен істеген жоқпын деп. Болмаса, өзін жақсы көрсету үшін. Енді мен кішкене бағана ақылды болуға тырысып жүргеннен кейін, оның маған басыма қауіп төнетіндей әңгіме болған жоқ. Өтірік айтатындай, енді ал жақсы көрудің, ол мақтаншақтың да адамға үлкен кесел екен. Соны қалай бар, солай айтуға тырыстым. Өтірік айтқан жоқпын деп ойлаймын. Жақсы түсінікті. Сұхбатқа келісім беріп, уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет айтамын. Мың алғыс. Бұл көрермендер өз әділ бағасын бере жатыр деп ойлаймын. Сұхбат шыққаннан кейін мен сізге міндетті түрде жіберемін сілтемесін. Жақсы. Сұхбатты бөлісесіз бе инстаграмыңызда? Бөлісем. Қуаныштымын. Бөлсем, білген жинаған нәрсеңді мен сұхбатқа келісе беретінім сол, о дүниеге алып кетпейсің ғой. Сондықтан ол берген нәрсемен бөлісуге тырысу керек, таратуға. Соң халық өзі қарайды, дұрыс болса дұрыс дейді, дұрыс емес дейді. Оның айтуға оның қақысы бар, оған ренжуге де болмайды. Әркім өзінің пікір білдіруге. Менікі ғана дұрыс дейтін, мен Құдай емеспін ғой. Мен де қателесім, қарапайым адам болғаннан кейін. Жақсы, рахмет.
Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдарын және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді.